Құдай қаласа бірге бір супер пайдалы кездесу болсын, супер пайдалы бір сабақ болсын. Сондықтан біз кеттік. Ура дейді. Уағалейкумассалам. Басталды. Достар, мен мына жақта комментарийді тікелей көріп отырмын. Күшті, сіздердің маған поддержкаларыңыз қатты әсер етеді. Жаным ағай дейді. Жүрек көз. Англия, Жаркент, Абай, рахмет. Шынымен көп рахмет. Мынау маған өте маңызды. Сондықтан комментарий жазып отырыңыздар, жүректер жіберіп отырыңыздар, от жіберіп отырыңыздар. Сол кезде менде күшті ашылам. Кеттік онда. Қалай 2025 жылды дұрыс қорытындылап, 2026 жылғы орындалатын мақсат қоямыз деген неде мақсатта сабағымызды өтеміз. Енді мынандай, достар, давайте ниеттерімізді күшті қылып алайық. Пайдалы нәрсе аламын деп, пайдалы нәрсені сразу өміріме енгіземін деп, бір нәрсеге тіркеп аламын деп, сондықтан сразу бір ыңғайлы бөлмеге отырып алыңыз, туысқандарыңызға айтыңыз, мен өте маңызды бір сағатымды жұмсайын деп жатырмын, маған кедергі келтірмеңіздер деп айтыңыз, қолыңызға қаламсабыңызды алыңыз, қағазыңызды алыңыз, жазып отырыңыз, және чатқа да жазып отыруды ұмытпаңыз. Давайте біз жан-жақты болайық. Онда бастай береміз ба? Бастаймыз. Кеттік. Тегін сабаққа қош келдіңіздер. Жүрек, сәттілік жаным дейді. Және әпкелерім біреу ғой деймін. Так, ва дейді. Ау деген не ол? Ау деген. Ладно, түсіндім. Кеттік, давайте. Бүгінгі сабақта не болады? Жылды дұрыс қорытындылауды, орындалатын мақсат қоюды, 2026 жылы өзіңіздің ең үздік версияңызға жету жолдарын талдаймыз. Мен үшін өте маңызды екі мәселе. Өте маңызды. Мен бұны қолданып келе жатырмын. Қазір мен тарихымды айтып беремін осы сабақ барысында. 2022 жылдан бері қолданып келе жатырмын. Маған қатты көмектескен мәселе. Бір, жылды қорытындылау керек. Екі, жаңа жылға мақсат қою керек. Анау болашаққа өткен шақтан рұқсат сұрап алу керек. Қазір түсіндіремін оның не екенін. Нормально ғой, кеттік. Так, дайындық қалай? Дайын болсақ, давайте чатқа от жіберейік. Мен мына жақта көріп отырмын. Так, сәттілік дейді. Алға от, Айдана ханым от, қайырлы білім болсын дейді. Супер. Лена ханым бар екен, мәссаған. Так, даусыңыз жай шығып жатыр дейді. Жоқ, даусым жақсы шығып жатыр. Сіздің неңізді көріңіз, е? От, жүрек, от дейді. Кеттік, айтсаңыз болды. Қатырамыз дейді. Азамат мырза, сіздің бардачаңыз керемет дейді. Мен өйткені сіздер жақсы көрем, сіздер мені жақсы көрген сайын одан сайын бомба боламыз. Кеттік. Біреу аяқты біртүрлі смайлик жүріп, достар. Кеттік, енді. Эфир 30 секундқа кешігеді, өйткені прямой эфирде отырмыз, сондықтан мән бермеңіз, нормально. Кейде чатты өшіріп қою мүмкін, маған анау қатты визуальный нетпеу үшін, кейде өшіріп қою мүмкін. Мен көрмей қалған сұрақтарға модераторлар жауап береді. Уайымдамаңыздар, иә. Чатта өтініш, негатив жазбасаңыз, жарнама жасамасаңыз, өтініш өткен адамдар мына пайдалы нәрсе алайын деп келіп отыр, иә. Эфир паузаға қойылмайды. Эфирдің ұзақтығы примерно 2 сағат болады. Ары қарай бір-бірімізге деген махаббатымыз қатты ашылып кетіп жатса, соза береміз. Білесіздер, мен ары қарай кете беретінімді, бірақ шамамен 2 сағат. Эфир соңында сұрақ жауап болады. Окей, кеттік. Сабақты тегін өткізудегі басты мақсатым жыл сайын өзгеремін деп сөз беріп, еш өзгеріссіз жүрген адамдарға көмектесу үшін. Жыл сайын биыл өзгерем, дейтін кісілерге, окей? Жеке даму жолын бастап, сол бағытта тереңірек білім алғысы келетіндерге рабочий техникаларды үйрету үшін. Рабочий техникалар дегенім, мен бөлісетін техникалардың бәрін бірінші өзім тексеріп етемін. Біледі, менің бұрынғы оқырмандарым, бұрыннан келатқан оқырмандарым біледі, мен бірінші өзім істеймін, шынымен әсер етсе, бөлсем, так что кеттік. Сізге әлемдік ғалымдармен дәлелденген, ғылымға негізделген барлығын сондай бір жолдарын түсіндіргім келеді, иә. Ақпараттар сондай болады, мен өзім сондай жақсы көремін, білесіздер. YouTube-та да солай істеймін, маған өзіме қызық болған үшін. Бірінші, мен бүйтіп айтамын, мен бірінші кезекте өзіме өзім түсіндіріп жатырмын. Бір ақпаратты өзіме өзім түсіндіріп жатырмын. Сол үшін мен анау соңына дейін іздеймін, қайдан шықты, кім айтты, қашан айтты, қандай зерттеу болды, қандай ғалымдар бұған қарсы пікір айтты, оларға бұл қалай жауап берді, бәрін зерттеймін. Бұл өте маңызды. Сондықтан ғылыми негізі бар әңгімелер айтамыз бұл жерде. Бүгінгі сабақты 100% соңына дейін көру керек, достар. Неге?
Өйткені өте маңызды. 100% сіз барлығын соңына дейін көруіңіз керек. Не екенін айтайын. Бүгін айтылатын ақпараттар көп адамдар ақылы курстарда сатып жатыр. Көп адамдар. Біз оны тегін береміз. Окей. Екінші, сіз бүгін жылына бір-ақ рет болатын прайм өніміне тіркелу мүмкіндігін ала аласыз. Жылына бір-ақ рет болады. Ол прайм өнімі. Соған мүмкін. Эмоцияларды тану 36 минуттық сабақ. Ол жерде біз эмоцияларымызды тану және басқару туралы сөйлесеміз. Эмоцияларымызды басқару. Әрине оны тереңірек ашамыз ол жерде сабақта. Бонустар тегін алудың шарттарымен бөлсек, бір эфирден шықпай соңына дейін көреміз, чатта активный боламыз. Бірінші шарт сол. Эфирден шықпаймыз, соңына дейін көреміз және чатта активный боламыз. Окей? Бірақ чатта мусор жазбаймыз. Екі, эфир соңына дейін мен 5 таңбалы код жасырамын. Сол кодты эфир соңында менеджерге жіберсеңіз, сізге жаңа сабақтар беріледі. Түсіндіңіз, эфир соңына дейін мен 5 таңбалы код жасырамын. Сол кодты менеджерге жазған кісілерге біз жаңа сабақтарды тегін береміз. Окей? Менеджердің номерін эфир соңында беремін, уайымдамаңыздар. Сондықтан өте маңызды, соңына дейін болуыңыз керек. Түсіндік, кеттік. Так, міне бонустарды алуға арналған кодтың бірінші саны 2. Мен менеджердің номерін эфирдің соңында беремін деп айттым. Бірінші сан запоминайте 2. Ар жақта әлі 4 сан жасырулы. Кеттік ал. Дайынбыз ба? Так, ассаламу алейкум, уалейкум салам. Вот, жүрек, Аиша ханым, Ақтоты ханым, жүректер дейді. Бәрі керемет, Мирас мырза, супер, Ербол, давай дейді. Давай, хорошо, кеттік онда. Так, контентімізге көшпес бұрын танысып алайық, достар. Танысып алайық. Мені көбіңіз танисыздар, Инстаграм жүргіземін, YouTube жүргіземін, шынайы контенттермен бөлсемін, мен білесіздер ештеңе сатпаймын почти, бірақ күнде сториста активный боламын, өмірімді көрсетемін. Не үшін көрсетемін? Өйткені шынымен сенемін, любой адам солай жасай алатынына. Енді сабақ барысында әлі танысып жатырмыз, менің өткен шағымды, сондықтан менің Инстаграм парақшам мынау. Тіркеліп алыңыздар, тіркелмеген болсаңыз. Кейбірлеріңіз андай шығарып, подружкаң, кел, көр, күшті кісі депсін, кім ол деп кіргендер болса, Инстаграм міне. Екі, мен сертификатталған коучпын, международный стандарт бойынша Канадада, Украинада, Түркияда, Ресейде, Белоруссияда оқығанмын. Мынау сертификаттарым бір бөліктері ғана, сертификат құдайға шүкір өте көп. Бірақ осы уақытқа сертификатын көрсетші деп ешкім сұраған жоқ. Окей, мен сіздер көрдіңіздер. Так, анау кәдімгі университеттен алынған сертификат. Бұл сертификаттарым бір бөлігі ғана, менің ең мықты нәтижем ол менің клиенттерім. Оның бірі Сұңғат мырза. Сұңғат мырзаны айтудан жалықпаймын, өзі көріп отқанда шығар. Сұңғат мырза 34 жаста, дизайн интерьерін жасайтын компаниясы бар. Менімен алғаш танысқан кезде ол кісі бір компанияда жұмыс істейтін еді. Кейін біз бір курс өтті ол кісі, кейін жеке жұмыс істедік, сөйтіп. Қазір Сұңғат мырзаның 3 компаниясы бар, өзінің бизнесі бар, өзін тұрақты зерттеп жатқан, тұрақты дамып жатқан керемет шәкірттерімнің бірі. Келесі мәселе, сен және мен кітаптардың авторымын. Сен кітабы 2020. Бұл бірақ YouTube'дан көріп әптен естеріңізде шығар. 2023-тің бестселлер атанды және үздік кітап номинациясын ұтып алды. Ол міне, кубогымыз бар. Сертификатымыз да бар. Одан кейін мен кітабы, бұл да бестселлер атанды. 2024-тің үздік кітабы болды. И бұның да міне тұр, алдарыңызға қойып қойдым. Окей? Жай өзім таныстырып жатырмын. Келесі. Давайте, енді сіздермен танысқым келіп тұр. Төменге атыңызды және қай қаладан екеніңізді жазсаңыз, жасыңызды жазсаңыз, мысалы Айбар 25 Астана деген сияқты. Артық керек жоқ. Просто Әсел, Тараз, нәрсе деген сияқты. Әйгерім, Алматы 23 деген сияқты. Так, давайте. Кітаптар топ дейді. Рахмет. Так, мен алдым екеуін дейді. Топ, күшті, кітаптарыңызға ризамын. Вау, супер. Я дейді. Жанерке дейді, Аяру, 13 жаста, машалла. Так, Айндира, 26 жас, Айғаным 13,
Айгерім 38, Алтын 28, Эльвира 23, Сәкен 27, Қарағанды, Өскемен, Алматы, Аружан, Рүстем, Ақерке, Талдықорған. Так. Мә, ана жақта 3 адам бірге отыр екен. Аттарын жазды, өтіп кетті, бірақ аттарыңыз есін бе? Так, Шара, Өлгө, Шұғла, Жансая, Меруерт, Айдар, Самат, Марат, Диана, Жұлдыз, Индира, Балқаштан, Салтанат. Көшті. Супер. Көргеніме қуаныштымын, достар. Көргеніме қуаныштымын. Шынымен қуаныштымын. Түркия дейді. Швеция, Англия. Шетелден де көріп отқандар бар екен. Бүгін біз 2 ауқымды тақырыпты қамтимыз, достар. Біріншісі қорытындылау, екіншісі жоспарлау. Онда кеттік. Кім 2024 жылды қорытындылап 2025 жылға мақсат қойған еді? Чатқа мен деп жазыңызшы. Прям қорытындыладыңыз 2024, алдыңғы жылды айтып отырмын ғой. 2024 қорытындыладыңызда 2025-ке мақсаттар жазған едіңіз. Кім? Так, окей дейді. Мен дейді. GGG дейді. Шейх дейді. Шейхтар бар екен. Так, мен емес дейді. Мен емес, окей. Мен емес, минус. Мен дейді. Минус. Так, x, мен емес, x. Так, мен дейді. Жоқ дейді біреу. Жоқ, жазбадым. Тек ауызша жасадым дейді. Окей, жазбадым. Мен емес, мен. 50-50. Мен 50-50. Супер. Кеттік. Тура мен қазір керек кісілер. Мен дейді. Мен. Көп адам жазған екен. Біреулер мен емес дейді. Мен емес дейді. Ауызша ғана дейді. Әлі үлгермедім дейді. Мен тек ауызша. Мен ауызша. Окей. Супер, түсіндім. Давайте кеттік ары қарай. Енді 2025 жылға қойған мақсаттарыңыздың қанша пайызы орындалды? Сіздің ойыңызша. Давайте жазыңыз чатқа. 2025 жылға қойған мақсаттарыңыздың қанша пайызы орындалды? Так, орындалмады. Мен емес. Жоқ, жазбадым. Енді жазам дейді. Жоқ дейді. Мен емес. Мен. Так, қанша пайыз орындалады? Сіздің ойыңызша? 20, 30, 80, 100. 20% дейді, 25%, ешқайсы орындалмады дейді, 40%, 60%, 30%, 40%, 20%. Біреулер әлі дайынбыз деп жазып жатыр. Жәнем. 40%, 50%, так, 20%, 50%, 70, 70 жақсы, 80%, 20, 50, 10, көбісі орындалды дейді. Тамаша, кеттік онда. Менің қойған мақсаттарым жыл сайын 100%-ке орындалмайды. 100%-ға орындалмайды. Неге? Өйткені менің жазған жоспарларымның 150% орындалады. Немесе 200%-ға орындалып кетеді, достар. Шынымен. Мысалы, мақсат ретінде 2 елге барам дедім, қорытындысында 6 елге бардым. Мақсат ретінде 1 кітап жазам дедім, қорытындысында 3 кітап болды. Барлығы осылай артығымен орындалады. Бұл ешқандай сиқыр емес, бұл менің білмеймін бір андай бір басқаша ерекше адам болғаным үшін емес, бұның жай ғана жолдары бар. Пошаговый қадамдары бар, қалай жасау керек, қалай болған жете аламыз деген, соны білсеңіз болды. Кеттік. Қалай, оның құпиясы неде? Неге кейбіріміз қойған мақсат орындалады, ал кейбіреулер мүлдем орындалмайды? Мақсатыңыз орындалсын десеңіз, алдымен қорытындылауды үйренуіміз керек. Достар, бір этапты жібере алуымыз керек. Оның қорытындысын бекітіп, печатьін қойып, завершено деп, қорытындыланды деп жіберуіміз керек. Мақсат орындалу үшін, Біздің миымызға қорытынды жасау өте маңызды. Жаңа мақсатты орындауға бос орын керек миыңызда, мегабайттар керек. Енді ол не деген сөз? Мысалы, бір әдемі, бір күшті өзіңіз жақсы көрген киноны бастадыңыз. Бастадыңызда бір 40 минуттан кейін тұрып кетіп қалдыңыз. Ананы қатты көргіңіз келіп тұр. Болды, ол басыңызда біраз жабылмай қалған тақырып ретінде мегабайттарын ұстап тұрады. Ол мегабайттар сіздің болашақтағы мақсаттарыңызға зависать етуге әсер етеді. Сондықтан өте маңызды бір этапты қорытындылап, жауып, мөрін басып, жабылды деп жіберу өте маңызды. Өйткені басымызда мегабайттар бос емес болып тұрады, ананы ойлап тұрады. Сондықтан бізге мегабайт керек. Қазақтар неге тұсаукесер, атқа мінгізу, тілашар сияқты тойларға ерекше мән берген.
бір кісілер біреулер енді бір топтар әрине оны ысырап бір нәрсе деп жіберді. Енді ысыраптығы бөлек әңгіме, ол ысырап жасаудың керегі жоқ. Бірақ біздің ата бабамыз өте күшті түсінген бұл мәселелерді. Психологияда завершение этапа деген, ментальное завершение, біз менталды тұрғыдан бір этапты аяқтауымыз керек. Енді бала туылады, бесікке салу, той қылып өткізеді, одан кейін тұсау кесер, той қылып өткізеді. Бала өз санасында бекітеді, галочка қойды, тың мөр басылды, бұл дәуірден өттім мен дейді, мен уже тұсауымды кестім, мен жүруім керек дейді. Келесі тайға мінгізу деген бар, тілашар деген бар, сүннетке отырғызу деген, анау бар, барлығын біз атап өткенбіз. Неге? Өйткені біз ментальное завершение этапа жасағанбыз, біз мөрін басқанбыз, біз үшін өте маңызды, бұл өте маңызды. Кейін қазір білесіздер, психологияда там балалық армандарыңды орындап нәрсе деп жатамыз ғой, соның барлығы сол. Сіз менталды тұрғыдан ана дәуірді мөрін басып өткізуіңіз керек. Давайте енді анау ұзаққа алысқа бармай, ең болмаса 2025 жылды менталды тұрғыдан мөрін басайық, өзімізге рұқсат алайық. Болды, аяқтадым, супер деп ше. Енді 2026 жыл сіздің жыл болғанды қаласаңыз, сіздің, менің жыл, это был мой год дейді оны. Прайм эраңызды бастағыңыз келсе, алдымен 2025-ті қорытындылаңыз. Прайм эра деген түсіндірудің керегі жоқ қой, барлығымыздың бір прайм эрамыз бар. Мысалы, бізде Қазақстанда осы жыл прайм жыл. Барлығы келіп жатыр бізге, біздің қайрат футболымыз қатты дамып кетті, бізге анау кісі келді, мына кісі келді, аттарын атамай қойын, неше түрлі әншілер келіп жатыр ғой. Сондай кісілер келіп жатыр. Неге Қазақстан келіп жатыр? Өйткені прайм эрасы, Қазақстанның андай жолғын тұрған, ат тұрған мощный бір дәуір. Енді сіздің де прайм эраңыз бар. Мысалы, футбол клубтарының прайм жылдары бар. Мысалы, сол жылы ол көп жетістікке жетеді, сол жылы барлығын күшті жасайды. Біздің де прайм жылдарымыз бар. Давайте прайм жылымызды өзіміз жасап алайық, давайте прайм жылымызды 2026 қылып алайық. Бұл біздің қолымызда. Оны күтудің керегі жоқ, сырттан бір сиқыр ретінде келмейді, ол мен жасауым керек, мен өзімнің прайм жылымды жасауым керек. Кеттік. Мен үшін 2020 жыл ең жаман жылдардың бірі болды деп есептеген мен кезінде. Найымда жұмыс істеймін, үнемі ақшам бітіп қала береді, армандарым көп, бірақ реальность келгенде ешбір орындалмаған деп ойлағам, достар. Шынымен 2022 жылды мен сондай ауыр жыл деп ойлағанмын, айлыққа жұмыс істеймін, анау болды, бірақ 2022-ні дұрыстап қорытындылаған кезде, мәссаған, мен красавчик екенмін ғой деген ойға келдім. Мен солай ойладым. Жаздым кәдімде, қорытындыладым. Так, 2022 мен соңында отырып жаздым. Кәдімгідей отырып арнай уақыт бөліп жаздым да, содан жазып біткенде ойладым. Мен красавчик екенмін ғой, дедім. Мен біраз нәрсеге қол жеткізіппін ғой, дедім. Бірақ базалық тұрғыдан, сәйкесінше мен істедім, 2023 өте керемет мақсаттар қойдым, өйткені өзіме сендім. Нәтижесінде армандар орындалмай жүрген азаматтың кітабы бестселлер болды, екінші кітабы шықты, кәсібім ашылды, көбірек ақша таба бастадым. Ақшаның түбі жоқ әрине, бірақ мен көбірек ақша таба бастадым. Неге? Өйткені мен 2022-ден рұқсат алып алдым, тырнақшаның ішінде. 2022-ден рұқсат алып алдым, ол папканы мөр бастым, аяқталды дедім, жібердім. Мен 2023 жылға күшті мақсаттармен кірдім. Мен 2023-ім енді өмірімдегі ең переворот жылдардың бірі болды. Прайм эрам болды. Сол 2022-ден бері әлі прайм эрам мен солай сенем. 90 жасыма дейін солай болады иншаллах. Енді қалай болды? Не үшін болды? Өйткені мен қорытындылап алдым. Окей? Енді егер сіз өзіңізді әлсіз санасаңыз, мақсаттарыңыз да әлсіз болады. Ой, мен қолымнан келмейді, ой, қойшы деп, ана бір кісілер айтады ғой, біздің әулеттен ондай бір не шықпаған, қайдан бізден де шықпайды-ау деп уже сеніп қалған, ол кісі уже әлсіз. Енді осындай әлсіз кісіден қандай мақсаттар шығады? Әрине әлсіз мақсаттар шығады. Ол айтады, енді иншаллах қарсыз шықсам оған да шүкір дейді, немесе бір мақсат қояйық та, андай табысты арттырайық, бір нәрсе десе, қайдан біз, ондай жоқ қой бізде дейді. Неге? Өйткені өзі әлсіз, мақсаттарды әлсіз. Неге өзі әлсіз? Өйткені, достар, менде мегабайт жоқ, бос мегабайт жоқ. Сіздің телефоныңыз мегабайты бітіп қалса, анау қаныш еді ғой, суретке түсірейін десең де андай мегабайт толып қалды деп, завис айтады, анау дейді, қаныш еді ғой. Тура сол сияқты біздің миымызда да мегабайт бар, әрине ол өте көп, почти шексіз десе болады, бірақ енді шегі бар әрине, бірақ ол біз шегіне жетпедік. Мегабайт толып қалған біздің миымыз тырнақшаның ішінде завис етіп жатыр, қатып қалып жатыр. Сондықтан біз әлсіз екенімізге сеніп қалдық. Енді дұрыс қорытындылаудың, достар, екі ережесі бар.
Чо'дам, нормально ма? Қызық па, түсініп жатсыз ба? Дұрыс қорытындылаудың екі-ақ ережесі бар. Енді анандай бір құлақтарыңызды түріп тыңдаңыздар. Андай чш деп жан-жақтарға чш түк түк мен жазам деп. Өте оңай, өте оңай. Екі-ақ ережесі бар. Бір, өзіңізге 60 минут арнайсыз. 60 деп айттым, біреулерге 30 керек, біреулерге бәлкім 2 сағат керек болуы мүмкін, бірақ енді орташа есеппен 60 минут деп алдым. Сізді ешкім мазаламайтын, ойыңызды бөлмейтін орынға отырыңыз. Сізді ешкім мазаламау керек, ешкім ойыңызды бөлмеу керек. Жақындарыңызға айтып қойсаңыз болады. Стоп, мен қазір 1 сағат бос емеспін, мені мазаламаңыздар деп айтып қойсаңыздар болады. Енді достар, егер өзіңізге 60 минут бөле алмасаңыз 365 күннің ішінде, онда мен сізге көмектесе алмаймын. Қалай адам өзіне 1 сағат бөле алмайды, енді қиын ол. Давайте, бірақ менің аудиториям ондай емес, сіздер бөле алатын болуыңыз керек. Екі, міндетті түрде үстел немесе орындыққа отыру керек. Достар, міне мынандай. Үстел болу керек, орындық болу керек. Кресло емес, диван емес. Жерге жатып алып емес. Жерге жатып алып емес. Түсіндіңіз ғой, үстел болу керек, орындық болу керек. Тік отыруыңыз керек. Бұны мен аспаннан алып алған жоқпын, немесе мына жақта крутой болып көріну үшін алып алған жоқпын. Достар, бұл ғылыми түрде дәлелденген. Біздің омыртқамыз тік тұрған кезде, бізде кортизол, стресс гормондары төмен болады да, бізде окситоцин, серотонин, эндорфин, дофамин сияқты бақыт гормондары биік болады. Мен жеңіс, анау майндсет дейді ғой, жеңістің майндсетімен әрекет етемін. Яғни жеңіс сенімімен. Бізге бұл кезінде сахнаға шыққанда да сөйтіп шығыңдар деп айтатын еді. Иығыңды көтересіз, омыртқаңызды тік ұстайсыз, жоғары жаққа қарай бір жіп тартып тұрған сияқты. Сол кезде сіз басқаша сөйлейсіз, ол кезде даусыңыз да басқа, ол кезде сіздің сеніміңіз де басқа, біздің гормондарымыз басқаша әрекет етеді екен. Сондықтан давайте креслоға, диванға отырамыз, жерде жатпаймыз, креслода жатпаймыз, бүктеліп алып диванға отырмаймыз, кәдімгідей серьезно қараңыз. Егер сіздің үйіңізде үстел жоқ болса, бірақ үстел бар ғой бәрінің үйінде, ең кем дегенде кухняда бар ғой, сондықтан давайте бұны проблема ғой. Қорытындылаудың бірінші ережесі түсінсек, чатқа давайте от қалдырайық. Тамам дейді, болды ағай дейді. Мен кроватьта жатырмын ғой қазір дейді. Жоқ, қазір жатсаңыз болады. Так, дауыс ұлғайтса бола ма дейді. Так, Нұртас ағай бармысыз дейді. Нұртас ағаймен кірген сияқты бір кісілер. Так, күшті. Так, дауысын шығаруға бола ма деп көп адам жазып отыр. Неге жазып отыр өйтіп? Кішкене жоғары көтеріп қойын. Так, от кеттік. Значит, қорытындыны бірінші ережені дұрыс түсінген сияқты барлығы оттар кетті. От дейді. Керемет. Ары қарай кеттік. Екінші техника, қорытындылаудың маңызды бір техникасы, достар, жазу. Жазу керек. Қайтадан айтам, жазу керек. Ойша болмайды. Енді, заметкаға емес, iPadқа емес, компьютерға емес, iMacқа да емес, MacBookқа да емес, қаламмен, қағазбен. Қаламмен, қағазбен. Бұл өте маңызды. Не үшін өте маңызды? Давайте мен сізге жалпақ тілмен түсіндіріп берейін. Біздің басымызға орнатылған бағдарламалардың барлығы қағазбен орнатылды. Сіз білмеймін, мен жаздым. Мен оқушы кезде барлығын жазып үйрендім. Мен кітаптардың бәрін көшіріп жазып үйрендім. Ұстазымның берген тапсырмасын жазып үйрендім. Сіз де сөйтіп үйрендіңіз. Сондықтан, егер мына жаққа орнатылған бағдарламаның барлығын, ішінде маған ұнамайтындарын мен переустановка жасағым келсе, не істеуім керек? Мен жазуым керек. Давайте жазайық. Жазу керек. Өте маңызды. Ғылыми тұрғыдан жазудың несі дәлелі өте көп, сондықтан жазу керек. iPadқа емес, компьютерға емес, қағазға. Қызыл неңізбен. Ручка ғой, ручка. Қаламсап, әйтеуір қолыңыз қимылдаса болды. Фломастермен жазсаңыз да болады. Бірақ қағазға жазу керек. Теріге жазам дейтіндер кісілер де бар екен. Теріге де жазсаңыз болады. Жазсаңыз болды. Давайте бетик. Күнделік техникасы. Жетістік күнделігін жазыңыз. Жетістік күнделік. Қазір тіркеп алыңыздар. Ұмытып кетіп жатқан жоқсыздар ғой. Жазып алыңыздар. Өйткені эфир өтіп кетеді. Эфир қайталанбайды. Запись жоқ. Сондықтан жетістік күнделігіңізді жазыңыз. Ол не деген сөз? Осы жылы жеткен 100 жетістігіңізді жазыңыз. Бұл сізге жаттанды әлсіздіктен құтылуға көмектеседі. Осы жылы сіз қандай 100 жетістікке жеттіңіз?
100ге толтыра аласыз. Мына жерде отырған адамдардың 100% 100 жетістікке толтыра алады. Былай ойламаңыз, ой, қайда мен түк бітірген жоқпын десеңіз, сізде уже жаттанды әлсіздік бағдарламасы бар деген сөз. Енді 100 жетістік жазсаңыз, сіз жаттанды әлсіздік бағдарламасынан құтыла аласыз. Давайте бүйтейік, 100ге толтырыңыз, өзіңізді қинап толтырыңыз. Бастапқыда андай көзге түсерлік керемет жетістіктеріңізді жазасыз. Одан кейін, білмеймін, бір 38-де, 48-де тоқтап қалсаңыз, кішкентай жетістіктеріңізді жазыңыз. Үлкен немесе кішкентай деп өзіңіз шектемеңіз, кәдімгідей жазыңыз. Мысалы, мен биыл 50 рет жаттығуға барыппын бокстан. О, супер, керемет. Онда мен өзімді кәдімгідей мақтанарлықтай сезінемін. Мен биыл осындай кітап оқыдым. О, керемет. Мен биыл бір кітап оқыдым десеңіз, жетістік ол. Биыл бір кітап оқымаған кісілер бар, уайымдамаңыз. Толмайтын шығар менікі 100-ге дейді. Міне көрдіңіз бе? 100-ден асса ше дейді. О, 100-ден ассаңыз вообще күшті. Біреу-ақ болса ше дейді. Міне көрдіңіз ба? Жаттанды әлсіздік. Біреу-ақ емес, достар, сізде өте көп. Сіздің мынау сабаққа кіріп отқаныңыз уже үлкен жетістік. Жазып қойыңыз, +1, мен осындай сабаққа қатыстым. Сіздің ізденісіңіз басыңыздағы, мен мынаны қалай шешсем болады екен деген ойдың өзі жетістік. Өйткені сіздің бір танысыңыз қазір бұл сабақта емес, енді бұл сабақта басқа сабақта болса да күшті болған еді, кітап оқып отырса да күшті болған. Ол жай ғана TikTok көріп отқан болуы мүмкін, немесе Reels көріп отқан болуы мүмкін, немесе YouTube-тан бір өсек көріп отқан болуы мүмкін. Бірақ сіз мына жерде отырсыз. Бұл үлкен жетістік. Сондықтан давайте үлкен кіші демейміз. Барлығын жазыңыз. Кәдімгі жазыңыз. Мен мынандай сатып алдым, мынандай тойға бардым, білмеймін, туысқандармен қатынасымды, ара қатынасымды жақындаттым, көлік сатып алдым, жұмысымда менің айлығым көтерілді, жұмысқа кешікпей едім, осындай көп тренировка жасадым деген сияқты неше түрлі нәрселер бар. Жазыңыз. 100-ге толтырыңыз. Окей? Енді жаттанды әлсіздіктен шығуға көмектеседі. Жаттанды әлсіздік деген не екенін менің оқырмандарым білетін шығар. Білмейтін кісілерге ескертейін. Жаттанды әлсіздік деген менің қолымнан бұл келмейді деп жаттап алған бағдарламасы. Менің қолымнан келмейді бұл дейді. Ол бір істі бастамай жатып, ол әлсіз екенін жаттап алғанда, кез келген істі айтады. Менен шықпайды. Қайда? Сіздер күшті қылып айтып отырсыздар, бірақ мен жасай алмаймын дейді. Ол жаттап алған, миы жаттап алған әлсіз екен. Енді мен жетістіктерімді жаза берем. Сол кезде менің миым не дейді? О, біз нормально тіріліп кетіппіз ғой. Біз деген керемет екенбіз ғой дейді. Жаттанды әлсіздіктен құтылуға көмектеседі. 2. Қателік күнделігін жазыңыз. Екінші, біріншісі жаңағы жетістік күнделігі дедік, достар. Жетістік күнделігі дедік. 2. Қателік күнделігі. Ол не деген сөз? Қараңыз, біздің өмірімізде қате бар. Қатесіз болуы мүмкін емес. Біздің өмірімізде қате бар. Менде бар, білмеймін, сіздерде жоқ шығар. Мен жерде отырған кісілерді қарасам, әулие сияқты барлығы. Менің өмірімде қателер бар, мен жасаған қателер бар. Енді қатеге бүйтіп, ойбай, тек қате деп өтіп кетсем, қате болып қалды деп өтіп кетсем, онда ол пайдасыз қате болады. Бірақ формуланы қараңызшы, сахнада экранда жазылып тұр. Қателік жасадым плюс анализ жасасам тең прогресс. Осы формуланы жаттап алыңызшы. Осы формула маған қатты көмектескен формула. Осы формула маған енді өмірімді өзгерткен формулалардың бірі, шынымен. Қате жасаймын, отырамын да анализ жасаймын. Так, нені дұрыс жасадым, нені дұрыс емес жасадым. Келесі жолы нені өзгерту керек, не нәрсеге мән беруім керек, бұл неге былай болды екен. Андай өзімді жерге батырып ұрып тастау үшін емес, керісінше сұрақ мынандай, келесі жолы қайтып, мен бұл қателікті қайталамаймын деймін. Қателік жасадым, анализ жасасам, прогресске теңеледі бұл. Бұл прогресске теңеледі. Қазір жазу керек па дейді. Жоқ, қазір жазамайсыз ғой, қазір сіз мені тыңдауыңыз керек. Сізге формула айтып кетіп жатырмын, оны үйде жазасыз. Қателік плюс анализ тең прогресс. Сондықтан қателеріңіз жай өтіп кетпеңіз. Менде қате бар. Мен анализ жасадым оларды. Ойладым, так, онда мен бүйтейін, сөйтейін дедім. Енді мен келесі жолы оған прогресспен кіретін боламын. Яғни даму бар. Жай ғана қате деп өтіп кетсек, өтіп кетеміз. Прогресс болу үшін мен істеуім керек, анализ жасауым керек. Екінші, қателер күнделігі. Түсіндік, біріншісі жетістік күнделігі, екіншісі қателер күнделігі. Так, осы сияқты күнделік тағы 10 шақты түрі бар, достар. Жазуға болатын нәрсе. Көп солардың бәрін жазу арқылы сіз миыңыздағы бізде бәрі дұрыс,
қолымыздан келеді деген сенімге келесіз, деген ой түсесіз. Ал бұл ой масштабқа мақсат қоя алудың негізі. Яғни масштабқа шығамын. Менің мына тақырыпта жетістігім осындай еді, бірақ мен келесі жыл одан да 2 есе үлкен, 3 есе үлкен жетістікке жеткім келеді деудің негізі осы. Енді жазудың өте көп түрлері бар, оның екеуін мен сізге айттым. Дәл қазір сізге қиял болып көрінуі мүмкін, дәл қазір сізге анау бір Инстаграмнан жазып жіберіпті, әрине сіз өміріңіздің бәрін реттеп алғансыз деп, енді реттеп алдым ғой. Демек, реттеп алу үшін бір уақыттарда бұл каша болып жату керек еді ғой. Сондықтан реттеп алдым ғой. Енді одан кейін барлығы оңай болады. Давайте бұл қиял емес, давай просто жасап көрейік. Жай жасап көрейік, сол кезде сіздің де өміріңіз реттеп алсын. Жұрт сізге айтсын, ой, өмірін, конечно, бәрін жағдайын жасап алған, енді әрине өйстіп айтады. Давай сіз де жасап алыңыз. Егер жасамаған болсаңыз, бірақ мен сенемін, сіздер өте көп нәрсе жасаған адам сияқтысыздар. Окей. Мысалы 90 күн бойы үзбей жазу арқылы мен Парижге бардым. Бірінші рет бардым, одан кейін Парижге 5 рет болдым, 6 рет бардым ғой. Бірақ бірінші рет барған кезде сондай қызық болды. Мен 90 күн бойы жаза бердім. Ол мен қазір бөлсем, ол техникамен сабақтың соңына қарай. Бірақ өзім шок болып, айлыққа жұмыс істеп жүрген азамат Парижге былай айтқанда сюрприз ретінде аяқ асты барып келді. Ол туралы бөлсем. Сондықтан бұл бір жолы. Окей? Біз 21 күндік, мен алдында сіздерге айтқан, Инстаграмда айтқан 21 күндік прайм өнімнің қатысушылары жыл қорытындысымен бірге Zoom-да отырып жазамыз. Бірге жазамыз. Жазудың басқа да техникаларын мен праймда айтам. Кеттік. Күнделік техникасы. Күнделік техникасын айттық. Эфир соңына дейін отырсаңыз, праймға тіркелудің бағасын естісеңіз, достар, сіз шоке боласыз. Ол сумма қазір Каспиіңізде точно бар. Уайымдамаңыз, бағана біреу жазып жіберіпті. Қанша екен, ойбай, қатты қымбат екен. Жоқ, ол өте сіз шоке болатын баға, сондықтан уайымдамаңыз, эфир соңына дейін отырыңыз. Ол сіздің Каспиіңізде точно бар. Өйткені мен сондай нәрсен қаладым. Қорытындылаудың екінші ережесін түсінсек, чатқа плюс қалдырайықшы. Қорытындылаудың екінші ережесін. Күнделік жазамыз дедік. Жетістік күнделігін жазамыз дедік, және қателер күнделігін жасаймыз. Не үшін қателер күнделігін жасаймыз? Өзімізді жерге батыру үшін емес, оған анализ жасап, прогресс болу үшін. Анализ жасаймыз, сол кезде прогресс болады. Екеуін жазамыз. Түсінгендер, от жіберсеңіз не болады, немесе плюс. От, плюс, болды. Тема дейді. Мә, саған, біреулер бағасын жазып жатыр. Достар, бағасын сұраған жоқ, мен білем. Плюс. Машаллах, әдемі. От, плюс дейді. Тамаша. Кеттік онда. Қорытындылауда тек бір сфераны қамтымаңыз, достар. Қорытындылауда тек финансты қамтысаңыз, мысалы жаздыңыз, мен не жетістікке жетті, тек финансты жазсаңыз, өте шектеулі, тек финанс бағыттарыңызға мән берген боласыз. Қорытындылауда бүкіл сфераларыңызды қамтуыңыз керек. Бағана айттық қой, жаздық дедік, жетістік күнделіктерін. Сол кезде мен финансты жазуым керек, денсаулықты жазуым керек, қарым-қатынасты жазуым керек, білімді жазуым керек, иманды жазуым керек, хоббиімді жазуым керек, жеке дамуымды жазуым керек. Сіздің өміріңізде қанша сфера бар, соның бәрін жазуыңыз керек. Қорытындыладық қой бағана, күнделік дедік қой, жетістік күнделігін. Тек қана мынандай ақша таптым, мынандай нәрсе алдым, мынандай нәрсе сатып алдым деп шектелмеңіз. Айтыңыз, мысалы, мен биыл домбыра шерте бастадым, үйрендім деп. Біреулер айтады, мен жүзуді үйрендім дейді. Біреулер айтады, мен жаңа хобби таптым дейді. Супер! Осылардың барлығын қамту керек. Қаржыны да қамту керек. Финанс та болу керек, денсаулық та болу керек, қарым-қатынас та болу керек, білім де болу керек, хобби да болу керек, жеке даму да болу керек, иман да болу керек, барлығы болу керек қорытындылағаныз. Онысын шатаспаңыз, шектеліп қалмаңыз. Мысалы, давайте чуть-чуть мақтанып кетейін. Финанс табыс табудың менде 5 көзі қалыптасты. Ең қызығы, мен сізге қазір прям күнделігімді оқып берем, өте қызық. Мен в шоке болдым. Мен 2022 жыл жазған екен. Менің 5 кіріс көзім болған армандаймын деп. Менде қазір 5 кіріс көзі бар. Денсаулық 2025 жылы уже 300-ден артық тренировка жасадым. Білесіздер, қазір менде аптасына 8 тренировка. Менің Инстаграм оқырмандарым біледі. Менде аптасына 8 тренировка. 3 рет таңертең 6:30-да күрес, 3 рет таңертең 7-те фитнес, 2 рет кешке көкпар. Сонымен аптасына 8 тренировка, биыл 300-ден асып кетті. Керемет. Бұрын армандайтын, жылына 100 тренировка жасасам, не деген керемет барды. Қазір 300
көріп отқандарыңыздай нормально. Ешкім қисайып құлап қалған жоқ. И бұл соңғы 8 жыл осылай ғой. Енді 8 жыл 8 тренировка бар, бірақ 8 жыл спорт бар. Окей. Қарым-қатынас отбасыма бөлек, өзіме уақыт бөлек, уақыт арнай аламын. Қарым-қатынас сапасы. Білім, осы жылы біліміме 10 миллион теңгеден астам инвестиция жасадым. Одан да асып кетті, өйткені жақында мен тағы да бір шетелге барып жатырмын. 3 күндік оқуым 3,5 миллион теңгеме, сондай одан асып кетті. Бірақ керемет, бұл мен үшін үлкен жетістік, өйткені бұл менің арманым еді. Бұл менің арманым еді. Ауылдан шыққан азамат бұндай нәрселерге жету маған енді күшті, шүкір. Хобби, Мароккода мототурға барып қайттым. Менің инстаграмдағы оқырмандарым біледі, біз Африкаға мототурмен барып қайттық. Осылай әр сфераны жеке-жеке отырып қорытындыласаңыз ғана өмір сүресіз, достар. Енді өмір сүру деген қалай? Оқу, үй, кейбір кісілер айтады, Азамат ағай, менің өмірім оқу, үй, университет, үй, немесе мектеп, үй болып кеткен, басқа ештеңе бітіріп жатқан жоқ дейді. Өйткені уақыт жоқ дейді. Уақыт жоқ деп, деп жауап қойған естіп болды. Одан ештеңе кірмейді. Немесе үй, жұмыс, үй, жұмыс, үй, жұмыс. Үй, жұмыс болып кеткен. Сол үшін мен не істеуім керек? Қорытындылауым керек. Өмірімнің бүкіл сфераларын зерттеп көруім керек. Сол кезде мен басымда жаңа нейрондар, жаңа бағдарламалар пайда болады. Түсіндік қой, қорытындылау бір саламен емес, бүкіл саланы қамтыңыз, жазыңыз. Окей. Прайм қатысушылармен мен әр сфераны бөлек қорытындылаймын және әр сфераға орындалатын мақсат қоюды үйретемін. Мен айтып жүрген прайм. Әр сфераны жеке-жеке. Так, достар, еске салам, эфир соңына дейін отырсаңыз, мына бонустар тегін аласыз. Біріншісі, мен жалқау емеспін деген 10 минуттық видео практикум. Екіншісі, эмоцияларды талдау деген 36 минуттық сабақ. Эмоция өте маңызды нәрсе, біз оған құдай сақталамыз. Екінші код, тадам! Біріншісі 2 еді, екіншісі 7 болды. Есте сақтап отырыңыздар. Өйткені соңында, эфирдің соңында осыны менеджерге жазсаңыз, осы кодты сізге жаңағы бонустар беріледі. Так, нормально. Қорытындылаудың маңызы және техникаларын түсінсек, чатқа давайте от қалдырайық. Қорытынды күнде жазу керек, күнделікке жазу керек па, или ақпаратқа ма? Бәрібір. Сізге қалай ыңғайлы, Қарлығаш ханым, қағазға жазасыз ба? Мықтысыз дейді Әсел ханым. Рахмет. Рахмет. От дейді, от. Қорытындылаудың маңызды және техникаларын түсінсек, чатқа от қалдырайық, немесе плюс қалдырайық, немесе жүрек қалдырайық. От. Күшті, ризамын сізге дейді. Не деген жамағат жиналған бүгін. Машаллах. Жақсы көрем сіздер, жақсы көрем. Экранның ар жағынан сезіліп жатыр ғой сіздердің махаббаттарыңыз. Енді андасында бір түрлі нәрсе жазатын адамдар болады енді, достар, мән бермеңіз. Ол кісілерді жақсы көреміз. Бірақ бүгін аз. Бөлексіз ғой Әзеке дейді. От дейді, әвет дейді. Түрікше жазып жүрді. Супер. Кеттік. Эфир басында айтқанымдай, бүгін 2 үлкен тақырып талдаймыз дедім. Біріншісі қорытындылау, екіншісі жоспарлау. Біріншісі қорытындылаудың 2 жолын түсіндірдім. Қалай қорытындылау екенін түсіндірдім. Достар, жазып алған болуларыңыз керек. Енді осы жолмен асықпай отырып, өзіңізге 60 минут арнап қорытындылайсыз деген үміттемін. Окей? Әшейін әңгіме болып қалып кетпесін. Күшті сабақ өтті, не айтты десе, білмеймін, бірақ күшті болды деп отпаңыз ертең. Сондықтан сразу практикаға көшу керек, тіркеп алу керек. Келістік қой, Келістік. Семинар мықты, күшті, от дейді, шап, палуан дейді. Айт! Әне! Палуандар. Қозып барадырым. Так, давайте жоспарлауға көшпестен бұрын. Бәріміз күтіп отырған прайм өнімін таныстырып кетейін сіздерге. Таныстырғым келіп тұр. Окей? Жоспарлауға көшпей тұрып. Бірінші бөлікті айттым қорытындылауды, енді жоспарлау бөлігін айтуым керек, бірақ ортасында праймды таныстырып кетейін сіздермен, содан кейін арғай жалғастырамыз. Окей? Так, орындалатын жоспар жазуды, әне бәрі күліп жатыр. Жәндәрім, тұмар дейді, тұмар. Менің айғырым бар, білесіздер, Хазар деген, Хазар деп жазыңыздар. Кеттік. Жоспар жазу техникаларын бөлсем, достар, қалай жазу керек екенін бөлсем, бірақ оған дейін праймды таныстырып кетейін, өйткені біраз адамдар уже сұрап жатыр. Прайм не, қанша тұрады, не ол үшін, не болады деп. Давайте. Прайм. Дайынсыздар ма?
Осы музыка бағыңызда бір ет кіріп келетін сияқты, маған тойда еттер келеді ғой. Күйменше. Prime 2026 жылы өзінің Prime эрасына енгісі келетіндерге арналған 21 күндік практикум. Шап Хазар дейді. Өйт, әне кетті Хазарлар. Жаным, менің айғырым өзінің осындай атақты екенін білсе бар ғой. Ана жақта бір аунап қалған шығар дейсіз. Супер. Енді Prime 2026 жылы өзінің Prime эрасына енгісі келетіндерге арналған 21 күндік практикум ұсынып жатырмын. 21 күндік менімен бірге практикум. Кеттік. Так, 3 аптаның ішінде 21 күн деген, 21 күн бекерден 21 күн деп алған жоқпын, мен қазір түсіндіремін неге 21 күн екенін. 3 аптаның ішінде сіз менімен бірге онлайн Zoom форматта 2025 жылды дұрыс қорытындылап, 2026 жылға орындалатын мақсат қоюды үйренесіз. Бағана мен айтқан 1-2 техникасы, оның 10-даған техникасы бар, оны Құдай қаласа Prime'да біз егжей-тегжейлі етеміз, өйткені мына эфирде біз оны үлгермеуіміз мүмкін. Prime'да егжей-тегжейлі отырамыз, одан үстіне біз оны тексереміз, сіз қате жасау ықтималыңыз өте аз болады сол кезде. 21 күн. Бірінші апта, не талдаймыз ол жерде? Не талдаймыз? 2025 жылды дұрыс қорытындылап, 2026 жылға орындалатын мақсат қоюды үйренеміз. Орындалатын мақсат қою, қазір оны мен екінші бөлікте түсіндірем. Бұл оңай негізі, бірақ өкінішке орай барлығы бұның формуласын біле бермейді. Негізі оңай. Мен қазір оның формуласымен бөлісем, эфирде де аспаңыздар. Біз бірінші аптада осыны реттейміз. Жеке жұмыс істейміз. Екінші апта финанс 2026 жылда артық шығынсыз қарызсыз капиталмен өткізу техникасымен бөлісеміз. Жеке даму картасы, білім және денсаулықты қамтимыз. Қаржы мәселесі, мен осы уақытқа дейін соңғы 2 жылға дейін мен тақырып айтпайтынмын білдім. Қаржы деген айтпайтын, өйткені өзім сенбейтінмін оғанша. Бірақ соңғы 2 жылда мен бұны практикасын енгіздім. Мен Инстаграмда айтқан едім, ол тек ақша деп, ақша туралы 16 кітап оқыған едім. Желтоқсан және қаңтар айларында алды 2 жыл бұрын. Одан кейін көп нәрсе өзгерді. Әрине, кітап оқығанмен жай өзгермейді, ол практикаға енгізіп көп нәрсе өзгерді. Мен сонымен бөліскім келіп жатыр. Ол жерде андай емес, мен студентпін ғой, немесе мен қызметкермін ғой, мен кәсібім жоқ деген разница жоқ, достар. Әркім финанс мәселесін реттей алады. Мәселе қанша тауып жатқанда емес, мәселе дұрыс реттеуде. Біз соны түсіндіреміз. 2-ші апта бізде Prime'да қаржы және жеке даму картасы туралы болады. Қарызсыз мұсылман дейді ғой, бай мұсылман. Шүкір, сондайлардың біреуіміз, Аллаға шүкір. 3-ші апта дұрыс қарым-қатынас орнату жолдары, отбасының 6 фазасы деген тақырып болады. Енді болды ғой, уже өтіп тұр ғой дейді. Тамаша. Енді қараңыз, қарым-қатынас тақырыбы маңызды. Менің 3-ші кітабым, қазір жазып жатқан кітабым, ол қарым-қатынас туралы өте қызық тақырып екен. Мен оны ғылыми зерттеп, өзім шок болдым. Жақсы жаңалық, біз қазақтар қарым-қатынас тақырыбында көп нәрсені дұрыс біледі екенбіз, дұрыс жасайды екенбіз. Ғылыми нәрселерді біз білмеймін. Біздің қазақтар оны 2-3 ғасыр бұрын қайдан біліп қойған, бірақ біліп қойғанбыз біз. Біліп қойғанбыз. 4-5 ғасыр бұрын білетін нәрселер қазір ғалымдар айтып жатыр, ойбай өсту керек екен деп. Қарым-қатынас мәселесі маңызды. Енді қарым-қатынас дегенде адамдар тек нені ойлайды андай, әйел мен күйеуі деп ше, жоқ, қарым-қатынас. Біз бүкіл адамдармен қарым-қатынастамыз. Мен қазір сізбен қарым-қатынас құрып отырмын, қазір мен сізбен сөйлесіп отырмын. Сондықтан қарым-қатынас тақырыбы өте маңызды. Бизнеста басқа адамдармен қарым-қатынас, досыңызбен қарым-қатынас, әйеліңізбен, күйеуіңізбен қарым-қатынас, немесе партнеріңізбен қарым-қатынас өте маңызды. Окей? Сабақтар әр сейсенбі және бейсенбі күндер болады. ВТ, ЧТ, орысшасы. 2 рет Zoom-да тікелей эфирмен өтеді, достар, запись емес, ештеңе емес, мен кәдімгідей отырам. Уақыты таңғы 6. Енді қорқып кетпеңіз. Ойбай, таңғы 6-да мен ұйықтап қалам, немесе мен таңғы 6-да жолда болам дейтін кісілер. Запись болады. Мына Prime'дағы сабақ запись болады. Сіз оны қаласаңыз 10 рет көрсеңіз болады. Сөйтіп, өміріңізге енгізсеңіз болады. 2. Бұл өнім кімге арналған? Аха дейді, мощ дейді, уже алып тұрмын дейді. Супер. Жандарым. Енді егер жыл сайын мақсат қойып, бірақ олар 50%, тіпті одан да аз ғана орындалса, және 2026 жыл мақсаттарыңыз 100%-ға орындалған қаласаңыз, Prime сіз үшін өнім. Шын айтам, мен бұған қатты сенем.
Әйтпесе көнбес едім мен бұл істі жасауға, қатты сенгенім үшін мынау нәрсені реттегісі келетін кісілерге арналған. Иә? Бұл өнім кімдерге арналған? Егер сіз студент болсаңыз, өйткені менің аудиториям біраз студенттер де бар, иә? Қазір өміріңізді ретке келтірмесеңіз, ертең кеш болатынын сезсеңіз, иә, қазір Аллаға шүкір біздің студент ханымдар мен мырзалар, олар деген бомба кісілер ше, вообще дамып қалған. Таңертең сабаққа тұру қиын болса, күні бойы рилс қарап жата берсеңіз, бұл. TikTok, рилс көріп жата берсеңіз, кешке ренжисіз, сосын өзіңізге, не болып кетті деп. Достарыңыз дамып жатыр, сіз артта қалып қойған сияқты сезімде болсаңыз, жастық шағыңыз еш дамусыз өтіп кетеді деп қорықсаңыз, стипендиямен ақ инвестиция жасауды үйренгіңіз келсе, Prime сізге арналады. Сіз студент болсаңыз, иә, Prime сізге арналады. 2. Егер сіз қызметкер болсаңыз, дәрігер, мұғалім, инженер, айтишник, білмеймін, бір компанияда жұмыс істейтін қызметкер болсаңыз, өміріңіз тек жұмыс және үй болып жатса, жұмыс, үй, басқа ештеңе өтіп жатқан жоқ. Жалақы аласыз, бірақ ай соңында ақша қайда кеткенін түсінбей қаласыз. Иә, айлықты алдым, бірақ менің құртатын жерім белгілі дейтін кісілер бар ғой. Мен ештеңе тырп ете алмаймын, өйткені мен айлық алмай жатып олар уже күтіп тұр деп, иә. Сондай болсаңыз, өзіңізге уақытыңыз болмаса, спорт бастап, бірақ тастап кетіп жүрсеңіз, хоббиіңізге мүлдем уақыт жоқ болса, иә, энергия жоқ болса, таңертең уже шаршап оянсаңыз, онда Prime сізге арналған. Шын сеніммен айтып жатырмын. Prime сізге арналған. Егер сіз сондай болсаңыз. 3. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, внимание, үнемі қолым бос емес, бірақ нақ не істеп жүргенін түсінбеймін десеңіз. Әйтеуір жүгіріп жүрмін, бірақ білмеймін не істеп жүргенін. Ақша бар, бірақ жүйе жоқ. Бір кезде Каспи Пейіңізге қарайсыз, 300 миллион түскен осы жылы. Қайда ақша? Білмеймін десеңіз. 24/7 стресс, бақылау, шаршап кетсеңіз, адамдар бақылап атсыз деп жатсаңыз, отбасыңызға уақыт жетпесе, кейбір кәсіпкерлер маған келеді ғой, айтады, Азеке, отбасыма уақыт жетпейді, өйткені ақша табу керек, анау дейді, ақша тапқан сайын еще көп жетпей жатыр дейді. Өмір тым тез өтіп бара жатқан сезсеңіз, онда Prime сізге арналған. Prime сізге арналған. Егер сіз декреттегі ана болсаңыз, декреттегі аналарды біріншіден жақсы көремін, сіз үлкен тірлік бітіріп жатырсыз, так что өзіңізді андай жоққа санамаңыз, білмеймін, әлсіз санамаңыз, бала, күйеу, үй, өзіңізге уақыт таппай жүрсеңіз, балам дейсіз, күйеуім дейсіз, үйді жинау керек, анау дейсіз, бірақ өзіңізге мүлдем уақыт жоқ. Денем өзгеріп кетті, фигурам өзгеріп кетті, бұрынғы қалпымда аңсаймын десеңіз, өзіңізді әйел ретінде жоғалтып алсаңыз, мен түсінбеймін қайда баратқанын дейтін кісі. Түнде ұйқы дұрыс емес, сәйкесінше күндіз энергия жоқ болса, егер күндіз шаршап жүрсеңіз, даму жолын тоқтатпай жалғастырамын десеңіз, онда Prime сізге арналған. Прям сізге. Сіз. Сондықтан Prime сізге арналған. Окей, кеттік ары қарай. Егер сіздің отбасыңыз бар болса, балаңызға, партнеріңізға, өзіңізге жеке уақыт арнауды үйренгіңіз келсе, Prime сізге арналған. Жұмыстан шаршайсыз, отбасыға уақыт болса да энергия жоқ десеңіз, Prime сізге арналған. Орта жас кризисі кеп қалдау деген ой болса, Prime сізге арналған. Окей, кеттік. Кімге арналған? Достар, бұл тізім шексіз жалғастыра берсек болады. Себебі Prime осында отырған әрбір адамға шынымен керек. Енді кеттік ары қарай. Енді бәрін алаңдатып отырған сұрақ, Prime'ның бағасы қанша, солай ма? Болды, сізбен біргемін дейді. Азеке, шап, біз біргеміз дейді. Тан дейді. Окей. Prime бағасы қанша? Қызық қой, барлығыңызға қызық болып тұрған сұрақ сондай ғой. Кеттік, давайте, сөйлесек. Ішінде не бар? Төменнен бастаймыз, достар, төменнен бастап қараңыздар. 2025 жылдың соңына дейін әр сенбі сайын сертификатталған коучпен разбор. Жодам. Кәдімгі сертификатталған коуч. Қасымда отырсың, әлі өзі білмейді, бірақ. Сертификатталған коучпен разбор. 2. Таң берекесі чек-листі. Қалай таңды өткізу керек? Оқушы болсақ дейді, әрине, оқушыға точно керек. Бағаларын жазып жатырмын, негізі қанша тұратын, әдет қалыптастыруға арналған трекер 9990 теңге, анау 100 мың, анау 9990 теңге, анау 9990. Уже қанша болды? Уже 127 мың болды. 130 мың болды, жарайды.
Аптаны және айды дұрыс жоспарлауға арналған трекер бар. Біз оны жасап қойдық, қазір көрсетеміз. Ол 9990 теңге. Енді мынау достар, мынаны қараңыз. Прям серьезно тыңдаңыз. 2026 жылдың әр айына арналған 12 подкаст тек сізге арналған. Ай сайын мен сізге арнап подкаст түсіремін. Оны басқа ешкім көрмейді, тек праймдағылар көреді. И праймдағыларға арналған тапсырмалар. Ай сайын бір подкаст, жеке сізге арналған. Оның бағасы шексіз енді. Өйткені мен ешкімге былай жеке YouTube'да подкаст түсірмеймін. Оны тек өзіміз көреміз, иә. Бұның бағасы шексіз, айта алмаймын оны. Шүкіршілік медитация жазбасы. Ол бомба, ол шынымен маған көп нәрсе неткен. Оның да бағасы шексіз. 21 күндік прайм бағдарламасы негізі 200 мың теңге. Енді мынаны вообще страшно баға шығып кетті. Окей. Так, енді қараңыз. Праймның жалпы құндылығы 339.960 теңге болып тұр. Құндылығы. Енді қараңыз, прайм 200 мың теңге, шүкіршілік медитация шексіз бағасы, әр ай сайын подкаст бағасы шексіз, жоспарлауға трекер 9 мың, айт қалыптастыруына трекер 9 мың, финанс басқаруына пландар 9 мың, таң береке шексіз 9 мың, әр сенбі сайын коучпен разбор 100 мың теңгеден. Давайте, енді мен сіздерге айттым ғой. Праймды өте төмен бағада берем деп айттым. Ол сөзім есімде, иә. Мен шын ниетпен 2026 жылды өзіңіздің ең үздік версияңыз жеткізгеніңізді қалаймын. Ең қызығы, мен бұған сенемін. Сіз сол версияға жете алатыныңызға сенемін. Өйткені бұл жерде негізі қатты қиын ештеңе жоқ, қарапайым дұрыс қадамдар жасасақ болды. Енді давайте мен сіздерге мынандай ұсыныс жасайын. Бүйтсек қалай болады? Ойлашы дегенше. Енді қараңыз. 2025 жылдың соңына дейін әр сенбі сайын сертификат коучпен разбор 0 теңге. 0 теңге. Таң берекесі чек-листі 0 теңге. Финанс басқаруға арналған планер 0 теңге. Әдет қалыптастыруға арналған трекер 0 теңге. Айды дұрыс жоспарлауға арналған трекер 0 теңге. И 21 күндік прайм бағдарламасы 26 мың теңге. Анан бәрі 000 болды да. И мен ұсынған баға 21 күндік прайм бағасы достар 26 мың теңге. Жаңағының барлығы ішіне кіреді. Вау дейді. Азеке, бомба, ура, уа деген не ол? Общем, қуанып атқан сияқты, жұрттар қуанып атқан сияқты. 2026 жылда өзіңіздің үздік версияң бар болған 26 мың теңгеге жете аласыз. Не үшін? Бұл да жай емес, 26 жыл 26 мың теңге. Окей? Сіздер маған инстаграмда 26 деген код жазған едіңіздер, естеріңізде ғой, иә? Енді дәл қазір праймға тіркелу үшін төмендегі кнопканы басып, төлем жасау керек. Давайте, достар. Енді осы жерде бірге кеттік деу керек. Давайте, осы энергетикамен кіріп кету керек. Төмендегі кнопканы басасыз, менеджерға міндетті түрде чек жібересіз. Төменде екі кнопка бар сізде. Біреуі төлем жасау, екіншісі менеджерге чек жіберу. Чок жібереміз, чек жіберу. Кураторда бар айтпақшы. Куратор бар чатта, уайымдамаңыздар. Тексереміз, қатал тексереміз. Ол кісі де білмейді сияқты бірақ. Мен экран өшіп қалды, кеттік. Енді қараңыздар, төлем жасағаннан міндетті түрде чекті жіберіңіз менеджерге. Өйткені сізді тіркеуіміз керек. Егер бір кісілер айтады, өте керемет, базар жоқ азеке дейді. Вау, сразу кеттім дейді, кірдік дейді. Адамдар төлеп отырыш. Халық банк жіберем деген кісілер болса, міне астына жазып қойдым, халық банкқа жіберсеңіздер болады. Прайм жылына бір-ақ рет болатын өнім, және дәл қазір 200 орын ашамын. 200 орын. Одан артық адамға қызмет көрсету мен физикалық тұрғыдан сәл қиын болуы мүмкін. Сондықтан әзірге менің ойым 200 деп тұрмын. Так что давайте, кеттік па? Төлем жасап отқан сияқтысыздар, иә? 26 кнопка қайда дейді. Кнопка шығады қазір. Сондықтан маған сенім білдіріп бірге дамимын десеңіз, төмен кнопканы басып праймға келіңіз. Чотам, кеттік па? Праймға келіңіз. Давайте. Так. Кетті әне. Модератор сілтеме берді. Кнопка пайдан болу керек. Давайте мен қазір сразу қарайын. Так. Қазір мен аттарымен. Қазір оқып берем, достар. Сіздер бомбасыздар ғой. Страшно. Міне. Индира Қ. Бомба. Құтты болсын. Супер. Айдын Д, Сұлтан А, Ақиқат А, Мөлдір У, Жазира Т, Гүлнара А, Жұлдыз Т, Жасұлан А, Шакиза Қ, Жанат Б, Жақсылық Ж, Батырхан
Вообще бомба. Тоқтамай жатыр. Айман, Айжан, Мерей, Айнұр, Нұршат, Жансая ханым, Амандық Мырза, Жұлдыз ханым, Гүлнара ханым. Ема, все, бомба. Кеттік. Уже біраз орын кетіп қалды. Мен ғой дейді. Жасаған мен ғой дейді. Неше теңге дейді? 26 мың. Жамиля ханым қалып қоймаңыз, жұрт тұрыш кіріп кетті. Окей. Кнопка тұр. Дәл қазір маған сенім білдіріп, бірден төлем жасап жатқан адамға алғысым ретінде мен сыйлық жасаймын. Бірден төлем жасаған адамдарға сыйлық бар. Қандай сыйлық? Осы эфирде 26 мың теңге көлемде төлем жасап, праймға тіркеліп үлгерген 3 адамға онлайн немесе офлайн кездесу толық разбор сыйлаймын менен. Толық төлем жасаған адамдардың біреуіне. Окей? Мен жеке разборым құны 250 мың теңге, достар, білесіздер. Біз о жерде барлығын сіздің өміріңізді жілік деп шашып қойып, көз алдымызда қараймыз да, талдаймыз, жоспарлар құрамыз. Сондықтан қазір толық төлем жасаған адамдардың үшеуіне осындай жеке разбор сыйлаймын. Біз о жерде отырып сіздің өміріңізді полный былай жіліктеп ашып қарап, проблемасын тауып, кодты өзгертіп, дұрыстап жазып қоямыз ғой. Рандомны таңдап алам, достар. Рандом таңдап алам, сондықтан сіз болуыңыз мүмкін, сондықтан қазір кнопканы басып үлгеріңіз. Төменде кнопканы басып төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы басып менеджерге міндетті түрде чек жіберіңіз. Егер Халық банкмен жіберем деген кісілер болса, әне мен Халық банкым. Менеджердің сілтемесі ашпай тұр дейді, ашады. Алдым дейді. Супер, Халық банк номер керек дейді. Әне жазылып тұр. Экраныңызда жазылып тұр. Алдым, супер, кет. Қанша теңге дейді? 26 мың теңге. Народный банктың счеты жазылып тұр, достар. Так, менеджер ашпай дейді. Уайымдамаңыз, менеджерге жіберіп қойсаңыз болды. Менеджер барлығын сізге кейін жауап береді, өйткені барлығына қазір жауап бере алмауы мүмкін. Я, өйткені сіздер көпсіздер. Орын азайып қалған сияқты, что-то қатты. Орын прям азайып қалған сияқты. Супер, машаллах. Құтты болсын, кеттік ары қарай. Прайм, 21 күндік прайм бағдарламасы, шүкіршілік медитациясы 2026 жылдың әр ай сайын арналған 12 подкаст менімен бірге. Аптаны және айды дұрыс жоспарлаудың трекері, әдет қалыптастыруының трекері, финанс басқаруының планер, таң берекесі чек-листі 2025 жыл соңына дейін әр сенбі сайын сертификатталған коучпен разбор, топтық разбор. И барлығы 26 мың теңгеге. Давайте 2026 жылымызды прайм жылымыз қылайық. Өйткені мына баға енді мүмкін емес баға, шын айтам. Мен айттым жаңа, мен 3 күнге барып 3,5 миллион төлеп бара жатырмын мұндай сабақтарға. Что давайте кірсейік. Енді бірден айтам, достар, рассрочка рет деген жоқ, өкінішке орай, мен ол нәрселерге қарсымын, білесіздер ғой, я. Мен ешқашан рассрочка алмаймын. Енді ешқашан деген өтірік болып кетті, бұрын алғанмын, я мойындаймын. Бір уақытта мен шешім қабылдадым, рассрочка кредит деген алмаймын дедім, и одан кейін ол нәрсеге сіздің жаңа жылға қарызбен кіргеніңізді қаламаймын. Сіз де қарызсыз кіруіңіз керек, окей? Сондықтан рассрочка рет жоқ, өкінішке орай. Жаңа жылды қарызбен бастауға қарсымын, сіздің қарызбен бастауыңыз қарсы, сондықтан өз тарапынан ұсына алатын ең төмен бағаны қойдық. Мен бүйтіп қойсам болатын еді, достар, андай, білмеймін, бір 200 мың теңге деп ше, осыны 200 мың теңге 12 айға бөліп төле, чо там, айына 12 мың теңге деген сияқты. Бірақ мен ол нәрсеге қарсы болдым да, мен өте аз баға қойып қойдым. Сондықтан давайте тоқтамаңыз, шабыңыз, е? Таяқ жерге тасталды, ұсыныс тасталды, прайм басталды. Давайте. Менеджер чатты ашпайды дейді. Уайымдамаңыз, сіз чат жіберіп қойсаңыз болды, біз сізді жоғалтпаймыз. Ана Каспийден қарыз қалған адамдар жоғалтпаймыз біз десең. Так, дәл қазір праймға тіркелу үшін төмендегі кнопканы басып төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы басып менеджерге міндетті түрде чек жібереміз. Халық банкпен жіберем дейтін кісілерге әне Халық банк тұр. Номерін жазылып тұр. Окей, кеттік. Біз жалғастырамыз. Қазір қанша орын қалдық? Мен қарап жүрейін. Қарау кайф батыр ше. Так, кімдер алды? Так. Амина ханым, құтты болсын. Қош келдіңіз біздің ортамызға. Ләззат ханым, құтты болсын. Қош келдіңіз біздің ортамызға. Индира ханым, Жайна ханым, Нұрсұлтан мырза.
Бомба, бомба, бомба. От. Нұршат мырза. Бомба. Арман мырза. Так, Аида ханым. Сапи дейді. Айдана, Арайлым, Марат, Нұржан, Жанболат, Диляра. Ей, жандарым, палуандар. Hazır болатыр ғой. Окей, орын азайып жатыр. Давай кеттік. Эфир соңына дейін болған кісілерге мен 2 бонус сабақ сыйлаймын дегеннен, біріншісі 10 минуттық видео практикум, мен жалқау емеспін деген атта, екіншісі эмоцияны тану үшін 36 минуттық сабақ. Енді 3-ші сан 272. Бірінші сан 2 болды, екінші сан 7 болды, үшінші сан 2 болды. Кодты есіңізде сақтаңыз, өйткені мен қосылдым дейді Мунира ханым. Қош келдіңіз. Мен қосылдым дейді Айша ханым. Супер, қош келдіңіз. Менеджерге қалай чек жіберем дейді. Ана жерде кнопка тұр, кнопканы бассаңыз менеджерге чек жібересіз. Так, достар, 3-ші сан 2, ұмытпаңыздар. 2, 7, 2. 3 санды айттық, 5 сан керек, чтобы сіз не істеу үшін бонус сабақты ала алуыңыз. Біз ары қарай кеттік. Ал, қараңыздар. Мен нелерді айтайын. Не деші жаңағы кейс. Бізбен бірге дамыған кісілер. Ғазиза ханым 38 жасар. Бұрын қандай еді? Идея көп, бірақ бастау қиын, үнемі қорқыныш. Кітап оқуды бастап қалып кете береді. Бірнеше салада жүргенмен жүйе болмаған. Қаржы жағында жиі потолыққа тіреліп қала береді. Үлкен жобаларды ойласа да әрекетке бармайтын болған ол кісі. Өз жазған ғой наны. Әрекетке бармаған. Кейін не болды? Кейін мынандай болды. Кітап оқуды тұрақты әрекетке айналдырды, әдетке айналдырды. Қаржы мәселесін тосқауыл емес, шешілетін тапсырма деп қабылдай бастады. Мынау бомба, вау! Қаржы қорқыныш емес, қаржы шешілетін тапсырма деп қана қабылдады. Үлкен жобасына қадам басты. Үлкен жобасына Қазақ Аларм-клок идеясын іске асыруға шешім қабылдады. Ғазиза ханым партнерлікке шығып, идеяларын жүзеге асыруға кірісіп кетті. Окей. Сіз де Ғазиза ханым сияқты проблеманы шеше аласыз. 2026 жыл сіздің жылыңыз бола алады, достар. Шынымен сіздің жылыңыз болады. Иншаллах солай болсын. Праймның бір қайтылап кетейін. 3 аптада біз не шешеміз? 2025 жылды дұрыс қорытындылап, 2026 жылға орындалатын мақсат қою. Екінші апта финанс, 2026 жылы артық шығынсыз, қарсыз капиталмен өткізу. Мен үшін 2025 солай болып жатыр. Шүкір, 0 қарыз и капиталмен. Айтам қазір біраз. Жеке даму онсыз да тұрақты менде. 3-ші апта дұрыс қарым-қатынас орнату жолдары. Отбасының 6 фазасы. Тек отбасы емес. Арға кеттік. Дәл қазір праймға тіркелу үшін төмендегі кнопканы басып төлем жасау керек. Қашан басталады дейді? Тез басталады, уайымдамаңыз. Скоро басталады. Келесі жылы дейді. Пайдалы білім болсын дейді. Супер. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы басып менеджерға міндетті түрде чекті жіберіңіз, достар. Біз арғай жалғастырамыз. Супер. Адамдар деген мәссаған, машаллах, менің аудиториям, менің жамағатым мощный ғой, мощный. Кімдер алды айтайын тағы да. Так, Әділет мырза, қош келдіңіз. Супер. Али мырза, супер, қош келдіңіз. Арайлым ханым, құтты болсын. Райна ханым, құтты болсын. Арнат мырза, супер. Еще маған қуантатын Әлібек мырза. Ой, қараңызшы, жар болды дейді. Еркектер көп, машаллах, еркектер. Жандарым, палуандар. Асия ханым, Гүлмира, ханымдар енді всегда патолог, уайымдамаңыздар, ханымдар. Сіздер всегда патолог. Олжас, Айгерім, Марал, Жұлдыз, Айнұр, Венера, Нұртас, Ермұхан, Шария ханым, Шария ханым танимын, қош келдіңіз. Так, Нұрсұлтан мырза, Жанар, Мөлдір, Рүстем, Ануарбек, бомба. Машаллах, мырзалар, ханымдар, қош келдіңіздер. Кеттік. Так, арғы жалғастырайық, Пока сіздер бағасы қанша енді кірдім дейді. Бағасы 26 мың теңге еді, достар. 26 мың теңге. 26 мың теңге еді. Так что давайте. Машаллах, Наз ханым битеді. 18 жасыма өзіме күшті бастама жасадым дейді. Бәрі осылай қарайса.
Бомба ғой, күшті ғой жандарым, күшті. Халық банк анақта тұр. Народный банк номер қайда дейді. Номер шығарып қойыңыздар, Народный банкты. Қазір не етеді. Кеттік, достар, жалғастырайық. Мен уәде еткен сабағымды өтпей тоқтамайым бәрібір. Сондықтан жалғасына кеттік. Жалғас қашан болады? Жалғасын кірістік кеттік, иә? Гүлмира ханымды жақсыдан естиді. Әрине жақсыдан естимін. Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Так, кеттік. Екінші, қалай орындалатын жоспар жазамыз? Мақсаттарымызды орындау үшін не істеу керек? Екінші бөлігі, тегін сабағымыздың екінші бөлігі. Енді бағана бірінші бөлікте давайте битейік. Бірінші бөлікте біз қорытындыладық, жібердік. Екінші бөлігінде сабағымыздың қалай жоспарлау керек дегенді өтеміз. Қалай жоспарлаймыз енді деген сұрақ. Жалғастырамыз. Қалай орындалатын жоспар жазамыз? Так, алдымен мынаны түсінейік. Достар, ғылыми негізделген ақпарат мынау. Жоспарын жай ғана жазған адам 49%-ға эффективнее. Жазбаған адам қарағанда. Мен бүйтіп айтып отқан жоқпын, қараңыз. Астын сызып айтайын. Жоспарын жазып, күнде соны істеп, спортпен айналысқан адам деп жатқан жоқпын. Жай ғана жоспарын бір-ақ рет жазып ұмытып кеткен адам 49%-ға жазбаған адамға қарағанда эффективный өмір сүреді. Жай ғана жазған адам. Бұл ғылыми негіздеме, бұны ми туралы адамдар зерттеп бәленбай нәрсе айтып тастаған, что бұл ғылыми, бұл жаңалық емес. Бұл жоспарды жай ғана жазған адам. Так, мына жақта біреуге подарок етіп отыр екен. Машаллах, жандарым, не деген адамсыңдар. Анау праймды алып, біреуге сыйлап жатыр екен. Ё-моё. Менің аудиториям шынымен жақсы көрем. Бомбасыздар ғой. Кеттік. Қараңыздар, жоспар жазған адам, жазбаған адам қарағанда 51%-ға, значит, кішкене орнымыздау, иә? Жай ғана жазған адам. Жоспарсыз адамды басқалар үнемі қолданып кетеді. Мен не деп айтам? Мен білесіздер, мен Инстаграм бақылайтын адамдар не деп біледі ғой? Жоспары жоқ адам бос орындық сияқты. Енді бос орындыққа любой адам кеп отырып алады. Ренжи алмайсыз. Жоспары жоқ, сен бос орындықсың, и любой адам кеп отырып алар, сосын ренжисіз, мені қолдан кетеді, маған сыйлаңыздаршы дейді. Давайте, кәне, кетті анаяқта. Жоспары жоқ адам бос орындық сияқты, ол орындыққа любой адам келіп отырып алады, достар. Давайте, бос орындық болмайық, сол кезде біз ренжиміз, мен неге қолданып кете береді, бір бәле, өйткені сізде жоспар жоқ, сіз бос орындық сияқты өмір сүресіз, ол бос орындыққа любой адам отырып алады, в том числе шайтан. Дальше, ладно, қараңыз. Мынау менің 2022 жылы өзіме жазған хатым. 2022-де. Бет жазып, ағылшынша жазған, мен жазуыма мән бермеңіздер, жазуым не самый красивый в мире, но мен оны әдемі деп ойлаймын. 2022-де бүйтіп жазғам. Менің BMW ADV Black, қара BMW мотоциклім болады деген. GS. И білесіздер, 2024-те сатып алдым. Бірақ мен жазғам, күнде қараған жоқпын, достар. Күнде қараған жоқпын. Сатып алдым. Кейін қарап шок болып жатырмын. Екі, мынау Мароккодағы суретіміз ғой, Мароккоға жазда барған кездегі фото. Окей, мынау 2020 жылы жазған хатымның өзінде қараңыздар. I have big muscle дейді. Енді жарайды. Бұл енді, бұны көрсете алмаймын сіздерге десе. Үлкен мускулдарым болады деп армандаған екем. Шүкір, жеттім. Ол маңызды емес. Астындағысын қараңыз. My child attend private and expensive school дейді. Менің балаларым жекеменшік қымбат мектепте оқиды. Ол кезде ондай оқымайтын еді. Қазір менің балаларым жекеменшік қымбат мектепте оқиды. Шүкір, тез өтіп кетейікші. Мынау менің реальностым. Енді анау ескі сурет, ол жерде мынау бұл суреттер қатты дәу емес. Ну, ладно. Битке, I will start my own company деген. Ол кезде мен бір компания жұмыс істейтін едім, айлыққа білесіздер. Менің қазір компаниям бар. Жекеменшік, и 5 бағытта табыс болып жатыр. Қараңыз, жазып қойған просто. И ол қазір уже орындалған. Қараңыз, мынау маңызды. I will write at least 3 books. Мен бітке, мен кем дегенде 3 кітап жазам деп. Ойлайыншы, мен өзде кітап жазбағам әлі 0, кітабым жоқ менің. Мен Америкада отырып жазған хатым ғой, мен өзіме.
бір неге барып Америкада отырып хат жазған. Есімде бүйтіп жазып қойғам, мен ең кем дегенде 3 кітап жазамын деп жазып қойғам 2022-де. Қазір мен 3-ші кітабым бітейін деп жатыр, Құдай қаласа. Қараңызшы қалай жұмыс істейді, достар. Бұл андай ешқандай сиқыр емес, ешқандай құпия емес, кәдімгі ғылыми дәлелденген ақпарат. Окей. Так, мен бәрі-біріне подарок беріп кеттім, не кетті. Мынау менің реальностім. Сен және менің кітаптар, Құдай қаласа біз шығады. Болған, уже бестселлер болды мына кітаптар. 100 000 тиражбен уже басылды. Бұл тізім жалғастыра берсем болады, аяқталмайды, достар. И менің секретім дұрыс жоспарлауда. Енді, мынандай, мен мойындаймын, андай Алла тағала маған өте көп сюрприз берген. Өте көп, андай өте сәтті құлдарының бірімін. Плюс оған қоса мен жоспар жазам. Бұл жоспарлауда құпия жоспарлауда. Окей. Қараңыз, мына нәрсені түсініңізші, мына нәрсені түсініп алайық. Анаяқта чат қызық болып отыр маған ше. Адамдар бәрі-біріне сыйлап отыр. Күшті подарок айтпақшы. Күшті подарок. Мысалы, мен жақындарыма сыйлар едім. Күшті подарок, мен оны ойлағам негізі. Енді мынау формуланы қараңыз. Дұрыстап тыңдап алыңыз. Мынау формула, өмірлік формула, бұл барлық жерде жұмыс істейді. Бұл өмірлік шындық. Бұл ешқандай құпия емес. Жан-жағыңыздағы көріп тұрған заттарыңыздың барлығы. Алдыңызда тұрған сотка. Білмеймін, немесе кейбір кісілер соткасын вареньеге тіреп қойып көріп отыр ғой мені. Вареньенің ыдысы, үстеліңіз, теледидарыңыз, ноутбугыңыз, макбугыңыз, көлігіңіз, самолет, барлығы қалай жасалды? Формула қалай білесіз бе? Бір кісінің ойында пайда болды, бірінші қадам. Бір кісінің ойында пайда болды ол. Бірінші қадам. Екінші қадам, бір кісі оны қағазға түсірді, сызды, проектін сызды, достар. Үшінші қадам, ол нәрсе пайда болды. Формула өте қарапайым. Түсіндіре алдым ба? Мынау су, мынау бөтелкесін. Бірінші бір кісінің басында идея пайда болды. Бөтелке осындай болса екен деп. Кейін оның проекті сызылды, кейін бөтелке пайда болды. Мынау сотка. Бірінші біреудің идея ретінде басында пайда болды. Басында пайда болды, одан кейін бұның чертеж сызылды. Одан кейін сотка пайда болды. Мынау жейде. Бірінші біреудің басында идея пайда болды. Осындай не жасайықшы деп, Қазақ Репаблик, жандарым ойын ақ екен ғой. Жандарым. Бірінші идея пайда болды, кейін оны сызды, одан кейін жейде пайда болды. Сіздің айдап жүрген көлігіңіз, сіздің мініп жүрген автобусыңыз, барлығы. Бірінші біреудің басында пайда болды, кейін қағазға түсті, үшінші пайда болды. 3 қадам. Басымызда, қағазда и реальностьта. Сіздің айналаңыздағы көріп тұрған барлығы сондай. Рас қой, Рас қой, білесіздер ғой, Енді неге мен сол формуланы қолданбаймын? Егер бұл бір құпия шындық болса, неге мен қолданбаймын оны? Давайте қолданайын. Менің басымда бір идея бар. Мен бағанағы жылымды дұрыс қорытындылап, идеяны тарғып ұстамасам, үлкен бір идея қылсам, кейін оны қағазға түсірсем, осы жерде жазу деген шығады қайтадан. Бұл шындыққа айналар еді. Енді жайдан жай айналмайды ғой әрине, бірақ екінші қадам жасамай, үшінші қадамға секіре алмаймыз. Міне мынау қараңыз, неде презентацияда көрініп тұр ғой, ана самолет бірінші қағазда пайда болды, кейін реальный самолет пайда болды. Окей? Адамдар кезінде армандаған ұшуды. Біз қазір аптасында бірнеше рет ұшып жүрміз, вообще без проблем. Окей. Жоспар жазудағы алғашқы ереже детально жазу, достар. Детально жазу. Суға реклама кетті дейді. Самал компаниясы, маған хабарласыңыздар десең, менің аудиториям бомба. Қараңыздар, детально жазу керек. Менің көлігім бар емес. Менің ақ Toyota Camry 80-ім бар. Немесе мен ақ Toyota Camry 80 аламын деп жазу. Менің әдемі көлігім бар емес, әдемі көлік көп қой. Детально жазу керек жоспар, достар. Жоспарды детально жазу керек. Маған бұйырмай қалды дейді. Жо, неге бұйырады? Ала беріңіз, әлі де болып жатыр ғой. Акциямыз жалғасуда, қазір сатып алсаңыз да болады. Шынымен вареньені ұсына тіреп көріп отқан мен деп күліп отыр біреу. Окей?
Менің көлігім бар емес, менің ақ Camry 80 бар, немесе менің Toyota Prada'm бар деген сияқты, окей? Детально жазайықшы, достар. Детально. Қорықпаңызшы. Алла тағала сізге береді, сіз детально сұрай алсаңыз. Мен Алматыдан Таразға ақ Toyota Camry 70-пен барамын деп жазғам мен. Білесіздер, бұрынғы оқырмандарым біледі бұл менің травмам ғой бұл. Осыдан 4-5 жыл бұрын мен сондай жазам. Отырып армандарым жазам. Ол кезде Camry Toyota 70 енді шыққан кез, ойбай, жұрттың бәрі салоннан алып көзді күйдіріп жатыр. Мен деген, мен де алым деп жүр. Мен бүйтіп жазам ғой армандарыма. Мен ақ Toyota Camry 70-пен Таразға қайттым деп. Сөйтіп шынымен ақ Toyota Camry 70-пен Таразға қайттым, бірақ менікі мен емес. Басқа бір кісі мені апарып тастады. Сондықтан детально жазу керек. Менікі деп жазуым керек еді, Қызық. Екінші ереже, жоспарды бір рет жазып ұмытып кетпеңіз. Қайталаңыз, қайтадан қараңыз, оқыңыз, ләззат алыңыз, визуализация жасаңыз. Андай вау деп ләззат алыңыз, қараңыз, өзіңіз елестетіңіз. Жазып қана қойып кетпеңіз. Бірақ хотя бы жазып ұмытып кеткен мүлдем жазбағаннан жақсы. Бірақ жазсаңыз, давайте қайта жазайық. Енді жоспарыңызды уақыт өте келе оқып тұрсаңыз, немесе 90 күн техникасы бойынша жоспар жазсаңыз, орындаулық ықтималы жоғары болады. Қазір айтам, Брайан Трейси осы формуланы мен бір сабағына қатысқам кезінде, осы формула туралы қызық статистика айтады. Брайан Трейси бүйтіп айтады: 90 күн бойы мақсат жазған студенттердің мақсаттары 100%-ға орындалды дейді. Бірақ мақсатты 90 күн бойы жазалған студенттердің саны 10% дейді. Түсіндіңіз бе? Жазғандар 100% орындалған. Бірақ почему-то жазу қиында жазбайды да. 10% адам жазған. Давайте біз жазайық, достар. Енді қараңыз, бізде қазір бірнеше мың адам отыр. Қазақстан 20 миллион адам өмір сүреді. Давайте осы бізге қазір сабақта отырған адамдар 100% жазсын. 100% иншаллах мақсаттарына жетсін, Алла тағала жеткізсін. Давайте. Праймда біз жоспарлауға бөлек сабақ арнадым. Жоспарлаудың, мақсат қоюдың, ғылыми дәлелденген методтарын қолданып бірге отырып орындаймыз. Бірге жоспар құрамыз Праймда. Окей? Так, жалғастырамыз. Эфир соңына дейін отырсаңыз, мына бонустар тегін аласыз. Мен жалқау емеспін деген видео практикум және эмоцияны тану деген 36 минуттық видео сабақ. Осыны тегін аласыз. 4-ші код. Тадам! 4-ші код 0. Біз айттық, мына кодтарды айтсаңыз, жаңа 2 сабақ тегін береміз деп. 4-ші коды 0. 27-20 деген сан шықты әзірге. Соңында менеджер номерін береміз. Так, жоспарлауда көбіміз смарт техникасын білеміз. Мен деген 3 жыл қақсадым ғой смарт туралы. YouTube-та да айттым, видео сабақтарымда да айттым, Instagram-да да айттым. Мен смарт күшті формула, достар. Менсінбей жатқан жоқпын. Бірақ мен көп айтсам, давайте бүгін сіздерге hard деген техниканы үйреткім келіп тұр. Смарт деген ақылды деген сөз, hard деген мощный, тез, қатты деген сөз, жесткий деген сөз. Давайте біздің нелеріміз. Енді Марғұлан мырзаны таныстырып кетейін. Марғұлан мырзамен біз жұмыс істегенбіз. Ақтөбе қаласында құрылыс дүкені бар, кәсіпкер кісі. Марғұлан мырзамен біз жұмыс істегенде, ол кісінің бір мақсаттар болған. Мен өзім жеке ғимаратым болса, жеке нем болса деп, біз ол мақсаттарға жеттік. Окей? Давайте хардқа кеттік. Енді хардтың расшифровкасын жасайық. H. Heartfelt. Маған бұл неге маңызды? Жүрекпен сезу керек. Жалпақ тілмен аудара салайын. Жүрекпен сезу керек. Шынымен бұл неге маған маңызды дегенді. Animated. Нәтижені көз алдыма елестетемін. Мен елестетемін. Required. R дейді па? R. Бұл міндетті түрде не үшін қажет? Неге мен бұнсыз никак бола алмаймын? Деген сұраққа жауап беру керек. Difficult. Өсуге әкелетін қиындық деңгейі қандай? Осы 4 формуламен давайте жеке-жеке тоқталайық. Мысалы ретінде студент hard техникасы арқылы қалай мақсат қоя алатынын талдап көрейік. Давайте. Бірінші H. Жүректен шығатын себебі қандай болады? 2026 жылда денсаулығым мықты болуын қалаймын. Өйткені сабақ, сессия, жұмыс, практика бәрі көп энергияны талап етеді. Өзімді шаршаңқы сезінбей, сергек жүргім келеді.
денемді ретке келтіру маған сенімділік береді, оқу мен өмір сапамды жақсартады. Яғни мына жерде не үшін маған бұл керек деген жүректен мен айтып жазып тұрмын. Шынымен не үшін керек деген жүректен жазып тұрмын, Екінші, animated нәтижені көз алдына елестетеміз. Елестетеміз нәтижені. 2026 жылының соңында өзімді таңертең жеңіл тұратын, күні бойы энергиясы жеткілікті студент ретінде елестетемін. Жаттығуға уақыт таба алатын, дұрыс тамақтанатын, салмағы өзіне ұнайтын, сабаққа сергек барамын дейді. Бос уақытымда белсендімін дейді. Осылай елестетеді прям. Деп жүрген ду деген, Third, required бұл неге міндетті деген сұраққа жауап береді. Денсаулық студентке ең маңызды ресурс. Егер өзімді жақсы сезінбесем, концентрацияда, есте сақтауда, нәтижелік те төмендейді. Сондықтан оқуымды жақсы меңгеру үшін, стресс азайту үшін және өзімді қалыпты ұстау үшін денсаулықты күшейту мен үшін міндетті дейді. Яғни өзіне сұраққа жауап берді. Не үшін міндетті деген сұраққа жауап берді. Төртінші, соңғысы difficult, қиындық деңгейі қандай? Студент болғандықтан уақытым әрқашан тығыз, сабақ, тапсырмалар, жұмыс, жол барлық уақыт алады. Сол себепті аптасына 3 рет жаттығу жасау, немесе дұрыс тамақтануды сақтап жүру оңай емес, бірақ дәл сол қиындық мені шынықтырады, тәртіпке үйретеді және өзімді басқаруды күшейтеді дейді. Давайте, достар, hard формуласымен жоспарымызды жасайық. Hard формуласымен жоспарымызды жасайық. Окей. Hard техникасы түсінікті болса, народныйға төлем жасы десең, hard техникасы түсінікті болса, плюс қалдырыңыз. Жандарым. Праймға қанша орын қалды? Так, hard техникасын түсіндік. Так, мен қарап жүрейін. Кімдер тіркелді екен? Жандарым, так, міне кетті. Жанерке ханым, құтты болсын, қош келдіңіз біздің қатарымызға. Ернұр мырза, Дана ханым, Жанбота ханым, Жансая ханым, Нұрлыбек ханым. Достар, қызығы мен риза болатыным біздің көрші бауырларымыз, қырғыз байкелеріміз көп тіркеледі. Машаллах. Камшат ханым, Жайна ханым, Саламат мырза, Жаныбек мырза, Фархат мырза, Жадыра ханым, Ерболат, Арайлым, Ақтілек мырза, Ақтілек ханым бекен, білмеймін. Ақтоты, Гүлбақыт, Казна, Рабиға, қош келдіңіздер. Машаллах. Барлығымызға берекелі болсын. Супер. Праймға аз орын қалған сияқты. Қазір маған көмекшілерім айтады. По-моему, десің, қалмай қалған сияқты деп па. Окей, кеттік. Дәл қазір праймға тіркелу үшін төмендегі кнопканы басып төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы басып менеджерға міндетті түрде чек жіберіңіз. Халық банк сұрап жатқан кісілер, Халық банк қойып. Айтпақшы, Халық банкты да көріп жүруге болады. Біреулер перевод жасап жүрген сияқты, перевод болмайды, достар. Халық банкқа да біраз адам тіркелді. Так, азайтам. Рыс келді, Ақжар, Райымбек, Диана, Мөлдір, Айгүл, Нұрсұлтан, Марат, Райымбек, Қайып деген кісілер, машаллах, Халық банкқа төлеген екен. Окей, жалғастырамыз. Прайм. 21 күндік прайм бағдарламасы ішіне кіреді. Шүкіршілік медитацияның жазбасы кіреді. 2026 жылда әр айына арналған 12 подкаст, арнайы тапсырмалар мен аптаны және айды дұрыс жоспарлауға арналған трекер, әдет қалыптастыруға арналған трекер, финанс басқаруға арналған планер, таң берекесі чек-листі 2025 жыл соңына дейін әр сенбі сайын сертификатталған коучпен разбор, барлығы бірге 26 000 теңге. Так что, достар, ойланбастан секіріңіздер. Вдух деп секіріп кетіңіздер. Вау. Мен виза. Окей. Так, кеттік. Дәл қазір праймға тіркелу үшін төменде кнопканы басып төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төменде кнопканы басып менеджерға міндетті түрде чек жіберіңіз. Ал біз жалғастырамыз, достар. Кеттік ары қарай. Мынау біздің сіздерге беретін бонус планер. Біз бұны әдемілеп, геймификациямен қазақша жасап қойдық, достар. Әдемі болып, сондықтан бұны алу керек. Сабақтың соңына дейін қатысқан кісілерге, праймда алған кісілерге бұны сыйлаймыз. Окей. Жалғастырамыз.
Кім праймға қатысқысы келіп тұр? Бірақ белгілі бір себептермен дәл қазір 26 000 теңгесі жоқ. Чатқа плюс қалдырайық. Уже плюстар кетіп қалды ғой. Бұл плюстар түсіндім деген плюстар ғой деймін. Кім 26 000 теңгесі белгілі бір себептермен дәл қазір жоқ, бірақ қатысқысы келіп тұр. Плюс қалдырайықшы. Плюс кетті. Плюс. Плюс мәса. Супер. Ондайлар да бар екен. Дәл қазір 1000 теңге көлемінде алдын ала төлем жасап, орын брондап қойсаңыз болады. Енді арамызда кейбір кісілерде дәл қазір белгілі бір себептермен ондай сома жоқ болса, 1000 теңге предоплата жасап қоюға болады. Бірақ алдын ала төлеммен тіркелген менімен офлайн кездесу мүмкіндігіне қатыспайды. 12 подкаст доступ алмайды, және сенбі коучпен разбор болмайды. Енді кішкене әділ болсын. Өйткені ана кісілер бірден төлеп кірді, сіз предоплата жасап қойсаңыз болады. Толық төлем жасаған кісілер мынау нәрселерді алады. Алдын ала төлем жасаған кісілер 2026 әр айына 12 подкаст болмайды. 2025 жылдың соңына дейін әр сенбі сайын сертификат алған коучпен разбор болмайды. Менімен офлайн кездесу болмайды. Бірақ қалған нәрселер болады. Сондықтан егер сізде қазір белгілі бір себептермен 26 000 теңге жоқ болса, сіз предоплата жасап қойсаңыз болады. Окей. Прайм төлем жасау үшін төмендегі кнопканы басып, Каспиге өтіңіз. Төлем жасаған соң чекті міндетті түрде менеджерға жіберіңіз. Халық банкты да ана жерге қойып қойдым. Халық банкқа да төлем жасап жатқан кісілер бар. Так, мәссаған, не деген точно. Сабағымыз басталғанда 1,5 сағат болды. Бірақ сіз әлі праймға тіркелмесеңіз, себебін жазып жіберіңізші. Маған кері байланыстарыңыз маңызды. Окей? Так, давайте. Шектеуші сылтауларға тоқталып кетейін. Ақша жоқ дейді. Достар, өз дамуына ақша жоқ деп ойласаң, дәл қазір тұрған жеріне алға жылжу мүмкін болмайды. Қазір кішкентай болса да қадам жасасаң, жағдай ешқандай қадам жасамасаңыз, жағдай өзгермейді. Мен осы жылдың өзінде дамуымна 10 миллионнан астам ақша құрттым, және маған ол ақша түрінде немесе басқа түрлерінде сапаның күшейген форматында да бірнеше есе қайтып келді. Сондықтан бұл отмазка қабылданбайды, бұл себеп қабылданбайды. Егер мен өзіме ақша сала алмайтын болсам, онда қиын, жағдай қиын. Екінші, сізді шектеуші сылтаулар, уақыт жоқ дейді. Прайм тікелей эфирге қатыса алмасаң, саған запись береміз. Жалпы дамуға уақыт жоқ деген сөз, значит, өзіме уақыт жоқ деген сөз. Өкінішке орай сондай. Дамуға, кітап оқуға, ізденуге уақытым жоқ деген кісі, менің өзіме уақытым жоқ деген сөз дегенмен тең келеді. Сондықтан ойланып көріңіз, шынымен өзіңізге уақыт бар ма, жоқ па? Сіз өзіңізге ғана керексіз, өкінішке орай басқа ешкімге. Енді анамызға, әкемізге керекпіз, енді былай жалпақ тілмен айтқан кезде ғой. Екінші, қазір төлей алмай тұрмын. Қазір толық төлем жасай алмасаңыз, 1000 теңге көлемінде алдын ала төлем жасап, орын брондап қойсаңыз болады. Бронь жасап қойсаңыз болады. Мен жаңа көрдім чаттан, кейбір кісілер жеңілдік сұрап жатыр, кейбір кісілер дәл қазір төлей алмай тұрмын деп жатыр. 1000 теңге бронь жасасаңыз, онда болды. Так, сатып алсам оқымай кететін сияқтымын дейді. Прайм ұзақтығы арнайы 21 күн деп қойдым. Сол кезде қатысушы жалықпайды, соңына дейін жетеді. Оған қоса, сізді үнемі қолдап іздеп көмектесіп отыратын менен бөлек коучыңыз да болады. Окей. Енді бағана бір кісі жазды, неге 21 күн, неге бір ай емес деп. Неге бір жыл емес, мысалы. Мен қазір 1 жылдық курс университет оқып жатырмын Канадада. Андайдан да 1 жыл деген дисциплинасы нашар адамға кішкене қиын, бір жүк болып тұрады сияқты да. Ал 21 күн ол тез, 21 күнді лақтырып кететін адам аз. Оның үстіне біз сізді деп отырамыз, коучыңыз болады, қадағалап тұрады. Сол үшін 21 күн бұл сіздің сатып алып оқымай қоятын курсыңыз емес. Шектеуші сылтаулар ешқашан бітпейді, достар. Сылтау айтып жүре берсеңіз, өзіңіз де, өміріңіз де өзгермейді. Сондықтан давайте залетайым и бірге дамимыз. Кеттік ары қарай. Қазір сізде 2 таңдау бар. Біріншісі, толық төлем жасасаңыз, мынау сол жақ бағанадағы бүкіл нәрселерге қол жеткізесіз. Бірақ толық төлем жасай алмаймын, қазір предоплата жасап қоямын, содан кейін ақша тауып жабамын десеңіз, онда оң жағындағы бағана. Екеуі бас жағы бірдей, тек 3 нәрседе айырмашылық бар.
толық төлем жасаған адамдар 2026 жылда әр ай сайын болатын менен арнайы подкасттар болады, тапсырмалар болады, тек сол кісілер көретін. 2025 жылдың соңына дейін әр сенбі сайын сертификатталған коучпен разговор болады, менімен офлайн кездесу мүмкіндігі болады. Предоплатамен олардың өкінішке орай бара алмаймыз. Енді төлем жасау үшін төмендегі кнопканы басып Каспийге өтіңіз, төлем жасаған соң чекті менеджерға жіберуді ұмытпаңыз. Енді қараңыз, резюмирую. Екі мәселені талқыладық. Екі тақырып. Біріншісі дұрыстап қорытындылау, екіншісі дұрыс жоспар құру. Осы екеуін өміріңізге енгізсеңіз, біраз өзгеріс болады, сондықтан бұны ұмытып кетпеңіз. Сабағымыздың басты нәрсесін ұмытып кетпеңіз. Так, қанша орын қалды? Праймға қанша орын қалды? Қазір көрейін. Так. Так, давайте, тіркелген кісілер. Машаллах. Қазбек мырза, Дархан мырза, мырзалар келіп отыр. Рауан мырза, Нұрлан, Нұрислам, Орнай ханым, Сағадат мырза, Талғат мырза, Кәусар ханым, Айжан, Әділет мырза, Қарлығаш, Мирас мырза, Мұхаммед мырза, Азиза ханым, Жан Батыр ханым, Мейрамгүл ханым, Аяжан ханым, Айсәуле ханым, Айжан ханым. Күшті. Машаллах, мынақта предоплаталармен де уже кіріп жатыр екен. Окей. Дұрыс. Жазира ханым, қош келдіңіз. Самғар мырза, қош келдіңіз. Гүлжанат ханым, Жанел ханым, қош келдіңіздер. Машаллах, аудитория, сіздер бомбасыздар ғой, вообще бомбасыздар ғой. Вообще бомба. Аз орын қалды. Енді праймды тағы да бір тоқталып кетейін. Не бар ішінде? Бірінші апта 2025 жылды дұрыс қорытындылап, 2026 жылға орындалатын мақсат қою дедік. Бұл өте маңызды. Түсіндірдік не үшін екен. Біз бұның бір-екі формуласына қазір тоқталып кеттік, бірақ оның 10 шақты формуласы бар. Біз соның барлығын праймда жеке жұмыс істейміз. Жеке дегенде мен сізбен жеке емес, барлығымыз бірге. Екінші апта финанс. Достарына қаржы темасы, білмеймін, маған ауыр тақырып болған. Бірақ қарапайым бірнеше қадам мәселені шешеді екен. Сондықтан қаржы темасында қатты мән беру керек. Ол жерде бірнеше ғана қадам бар, оны жасасақ, кәдімгідей реттеліп қалады. Және жеке даму картасы, білім және денсаулық. Үшінші апта дұрыс қарым-қатынас орнату жолдары. Тек қана жұбайыммен емес, командамен, партнермен, бастықпен, достарыммен деген сияқты бүкіл нелерді, бұл да өте маңызды. Енді отбасының 6 фазасы бар, бұл отбасыға ғана шектелмейді, жалпы бүкіл қарым-қатынасы бар мәселе. Так, давайте тағы да мен кейстермен мақтанайын. Мерей мырза 20 жаста, мына қараңызшы, өте қызық. Маған дейін не еді? Ұйқы режимі толық бұзылған, таңертең ояну қиын, күн тәртібі жоқ, бәрі хаос, оқу, спорт, руханият ештеңесіне уақыт жетпейді. Өнімділік төмен, шаршаңқы күйде. Кітап оқуға өзіне уақыт бөлуге үлгермейтін. Кейін не болды? Қараңыз, қызық. 10:40-та ұйықтап, 4:40-та тұратын тұрақты режим қалыптастырды. 21 күнде. Таңғы уақытын толық өзіне арнады. Құранды 1 сағаттай оқуды күнделікті әдетке айналдырды. Машаллах. Осы үшін мен жасағым келеді. Осындай кейстер үшін мен жасағым келеді. Бұған мен себепкер болсам, болмаған ақыретке дейін азық. Нетіп кеттім, сезімге беріліп кеттім. 6:30-да таңғы ас, 6:50-де сабақ қайталау режимін қалыптастырған. Мерей мырза. 8 мен 9 арасында онлайн түрік тілі дәрісін алып жүр екен. 9:15, 10:50-де тұрақты тренировка. 9:15, 10:50 тұрақты тренировка. Енді қараңыз, аптасына 90-100 бет кітап тастамайды. Тамамдайды. 90-100 бет бомба ғой. Сабақтан кейін жұмысқа барып, уақытын тиімді басқарады. Оған қоса жұмыс істеп жүр ғой бұл кісі. Студент, сабақ, жұмыс, еще мынау нәрселер. Бұны бос адамдар істей алмай жүр негізі. Сабақтан кейін жұмысқа барып уақытын тиімді басқарады, өнімділігі артты, тәртіп қалыптасты, энергия көбейді.
Жұмыс көбейіп кетті, бірақ энергия да көбейіп кетті, түсіндіңіз ба? Сондықтан праймға келу керек. 21 күнде осыған қол жеткізген. Мерей мырза номерін жазып қою керек еді да. Кто ты, воин деп тауып алатын адамдар. Сіз де Мерей мырза сияқты бола аласыз. Енді тағы бір жаңалық. Менің коучингтағы ұстазым бар, канадалық профессор. Мен ол кісімен осы уақытқа дейін 2 рет офлайн форматта кездестім. Негізі мен 3-ші жылыма ол кісіде оқып жатырмын. Қымбат кісі десең, Енді мен ол кісімен осы уақытқа дейін 2 рет офлайн кездестім. Алғашқы кездесуімнен кейін мен сен кітабын жаздым. Әйтеуір әр кездесу сау болыңыз. Әр кездесуде менде бір үлкен жаңалық болады. Бірінші кездесуімде сен кітабын жаздым. Екінші кездесуімнен кейін мен YouTube канал аштым. Екінші кездесуімнен кейін ол кісі мынандай нәрсе түсіндірді. Адамдар бір уақытқа дейін финанс, қаржы мен нетеді дейді андай. Қаржы деп жүрді, бірақ бір дөбеге жеткеннен кейін адамға шынымен бір рухани жауап керек. Мен не үшін істеп жатырмын бұның бәрін деген. Сонда менде рухани бір жауап пайда болды. Менде мынандай ниет пайда болды. Мен YouTube ашам дедім. YouTube ашам. YouTube'да шартсыз тегін біліммен бөлсем дедім. Екінші кездесу осындай болды. Енді праймды бастамастан бұрын мен ол кісімен 3-ші рет кездесуге барайын деп жатырмын. Құдай қаласа жақында кетем. Сөйтіп 3-ші рет кездесем. Енді мен барған сайын бомба нәрселер алып келем о жақтан. Енді бұйырса ең жаңа, ең озық рабочий техникаларды осы жол алып келген праймда кісілерге бірінші болып бөлсем. Енді ол бомба. Сізде 2 таңдау бар, сондықтан 2 таңдау бар. Толық төлем жасасаңыз, сол жақтағы бағанадағы мәселелер сізге доступный болады. Егер толық төлем жасай алмаймын, бірақ алдын ала төлеммен орнымды броньдап қоямын десеңіз, екінші бағанадағы нәрселер сізге доступ болады. Ең қызығы, сен кітабын жақсы ниетпен жаздым, ол кезде мен ойламадым, ол бестселлер болып кетеді, ойбай көп табыс алып келеді деп, адамдардың көп рахметін естеймін деп, бірақ нәтиже сондай болды. Екінші, YouTube-та да мен андай білмеймін, YouTube-та табыс бола ма екен бір нәрсе деп ойладым да, бірақ нәтижесінде шынымен YouTube-тан да табыс болып кетті, Аллаға шүкір. Төлем жасау үшін төменде кнопканы басып Каспиге өтіңіз. Төлем жасаған соң міндетті түрде менеджерға чекті жіберіңіз. Халық банктан жіберетін кісілер, Халық банк жазып қойдым. Окей. Дальше кеттік. Мен андай ең сата алмайтын адам ретінде, адамдардың қатарындағы біреумін ғой мен. Тіпті 1000 теңгесі де жоқ кісілер болса, бірақ шынымен мен қатысқым кеп тұр, мен алғым кеп тұр, бірақ дәл қазір белгілі бір себеппен мен 1000 теңгемді болмай тұр деген кісілерге шанс. Чатқа даму деп жазыңыз. Құдай қаласа бүгін немесе ертең біздің менеджерлер сізге хабарласып, сізге мүмкіндіктерді айтады. Әзірге қатысқым кеп тұр, қатты қатысқым кеп тұр, бірақ өкінішке орай ақшам жоқ дейтін кісілер просто чатқа даму деп жазыңыз, болды. Тура осылай жазсаңыз күшті болар еді, ағылшынша әріппен, бірақ қиын болса қазақшада жаза беріңіз, тауып аламыз. Сол кезде біздің менеджерлер сізге хабарласады. Окей, келістік. Даму сөзін жазғандар праймға заявка қалдырған болып саналады. Егер орын қалған болса ертең менеджер сізге хабарласады. Менеджерім сізге хабарласады. Егер де орын қалған болса, бірақ не обещаю, бірақ егер сондай мен нетейін десеңіз, мен де қатысқым келді десеңіз, жазып көріңіз. Окей. Давайте сұрақ жауап. Енді. Қазір, мынаны әлі айтпай тұрайын, Давайте сұрақ жауап. Сұрақтарды ашсаңыз, егер сұрақтарыңыз бар болса, біз кіріссек болады. Оған дейін мен праймға қанша орын қалғанын бір көріп жүрейін. Жаңадан тіркелген кісілер. Айзат ханым, қош келдіңіз. Шархат мырза, қош келдіңіз. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Ғайса ханым, Аяулым ханым, Мияссар, Руслан, Құрмаш, Гүлшат, Жомарт, Венера, Аслан, Мұхит, Динара, соңғы кісілер. Асхат, Гүлжамал, Әзімбек мырзалар, қош келдіңіздер. Руслан мырза, қош келдіңіздер. Амина ханым, қош келдіңіз. Супер, бомбасыздар ғой. Давайте, достар, қайтадан шақырту, праймға тіркеліңіз.
барлығымыз бірге 21 күнде 2026 жылымызды прайм жылымыз қылайық. Прайм эра. Менің прайм эрам болсын. Сіздермен бірге, барлығымыз бірге жасайық. Мен жаңа сіздермен формулалармен бөлістім. Қатты да мүмкін емес нәрсе емес, қатты сиқыр емес. Қадам барлығымыздың жете алатын мәселеміз. Окей, қазір сұрақ жауапқа орын қалдырамыз. Эфирдің соңына дейін отырсаңыз, бонустарды тегін аласыз. Так, қандай бонустар бар еді? Мен жалқау емеспін деген 10 минуттық видео практикум аласыз. 2. Эмоциялар тану үшін 36 минуттық сабақ аласыз. Окей? Тадам! Міне, достар, бүкіл код 27206. Білмеймін неге мына код таңдағанбыз, бірақ осы кодты егер сіз біздің менеджерге жіберсеңіз, сізге жаңағы сабақтарды ашып береді. Так, давайте енді сұрақтар, сұрақ жауап, сұрақтарыңызды оқиын. Сұрақтарды ашайықшы. Ана жерде төмен айналдырсаңыз көрінеді. Давайте біраз сұрақтарыңызға жауап берейін. Қазір біз сұрақтарыңыз жазғанша мен мынаны тек соңғы тіркелген адамдар. Так, супер. Гүлфара ханым, қош келдіңіз. Ерасыл мырза, супер, қош келдіңіз. Вау. Так, Гүлжайнар ханым, супер. Сабрина ханым, Аружан ханым, Ақерке ханым, Әйгерім ханым, Гүлдана ханым, Мөлдір ханым, Рамазан мырза, Сержан мырза, Ақерке ханым, қош келдіңіздер. Соңғы тіркелген кісілер осылар екен. Супер, бірге Құдай қаласа 2026 жылымызды прайм жылымыз қыламыз. Бәріміз бірге жабылып, шулап жүріп, прайм жылымыз қылып алайық. Ананы төмен айналдыра алсаңыз, сол жерде сұрақтарды біз оқи аламыз. Сұрақтарыңызды ойбай аяқтан шығып кетпейік. Так. Давайте, сіздер маған сұрақтарыңыз жаздыңдар. Мен пока халық банк арқылы тіркелген кісілер тауып алайын. Ол кісілерді де оқып көрсетейін. Бұл жақта да біраз кісілер тіркелген екен. Так, Бейбіт мырза дейді, Раушан ханым, Фархат мырза, Балжан ханым, Мариям ханым, Рахмет мырза, Рысбек мырза, Асхат мырза, Диана ханым, супер, қош келдіңіздер. Бомба. Қош келдіңіздер. Енді кішкене не айтайын? Жаңа қорытындылайық. Мынандай, не нәрсе өттік бүгін? Жылды қорытындылау маңызды екенін түсіндік. Жылды қорытындылау керек. Мынандай бір сөз бар. Болашақ үшін біз өткен шақтан галочка алып алуымыз керек. Рұқсат алып алуымыз керек. Ойбай. Шағырастыңызшы. Жәкең. Өткен шағымыздан рұқсат алуымыз керек. Енді рұқсат алу дегенім қорытындылап, жасалды деген мөрді басу. Мөрді басамыз. Завершено, супер, рахмет деп шарп саламыз. Қорытындылау үшін екі нәрсе жазамыз дедік. Бір, жетістік күнделігін жазамыз дедік. Жетістік күнделігін жазамыз. Мен 2025 жылы қандай жетістіктерге жеттім деген мәселен дүзіп жазып шығамыз. Күшті. Үлкен болсын, кіші болсын бәрін жазып шығамыз. Екі, қате күнделігін жазамыз дедік. Қате күнделігін жазамыз. Қате күнделігін не үшін жазамыз? Анализ жасау үшін. Мен қандай қателер жасадым, не үшін ол қателер жасадым. Енді бұл қателерді қайталамау үшін не істеуім керек деген анализ жасасам, прогресс болады. Өсу болады. Осы екеуін жазамыз дедік. Және болашақты дұрыс жоспарлау үшін біз хард формуласын қолдандық. Хард формуласы. Біріншісі жүрегіммен түсіну керек дедік. Екіншісі мен оны елестетуім керек дедім. Animated. Үшіншісі не үшін бұл маңызды екенін, required, соны мен етуім керек, түсінуім керек. Төртіншісі қандай қиыншылықтар болады және мен қандай қиыншылықтарға дайынмын деп жоспарлауды бөлістік. Осы екі қадамды бөлістік. Окей? Давайте. Енді так.
Код қандай еді дейді. Оқ код қандай еді? 27206 еді. Я. Так. Аха, не кодты жазып жүріпті. Енді кодты жазған кісілер сразу ойбай неге болмай жатыр, неге келмей жатыр деп уайымдамаңыздар. Сіздер көпсіздер ғой, сондықтан менеджерлер бәріне жібереді. Соңғы цифрды айтып жіберіңіз. Соңғы цифр 6. 27206. Азамат аға, бір адамды ұмыта алмаймын, не істеуге болады? Ол адам маған бақыт әкелетіндей сезіледі. Үнемі энергиям жоқ дейді. Ол адамды ұмыту үшін не істеу керек білесіз бе? Өзіңізді есіңізге алуыңыз керек. Вау, бірақ ол рас, достар. Бір адамды ұмыта алу үшін мен өзімді есіме алуым керек. Өзімді есіме алуым керек, өзіме мән беруім керек, өзімді жақсы көруім керек. Окей? Үнемі энергиям жоқ дейді, ақша да жетпейді, не істесем болады дейді. Праймға келіңіз, оның жауабы бар ғой? Жауабы бар. Менеджер, так, менеджердің номерін қайталап жазыңызшы дейді. Менеджердің номер кнопка бар ғой сондай. Так, менімен офлайн кездесу дедіңіз, неше адам кездесе алады? 3 адам кездесе алады, жаңағы праймды толық төлем жасап сатып алған кісілер, прайм қалай өтеді түсіндіріп жіберіңізші дейді. Окей, қараңыздар. Прайм былай өтеді. Вторник және четверг күндері, сейсенбі және бейсенбі күндері біз таңғы 6-да бәріміз жиналып аламыз. Таңғы онлайн әрине. Zoom-да тікелей эфирде, запись емес, кәдімгідей менімен бірге сол жақта сұрақ жауап, мен техника бөлсем, сіздер сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Сөйтіп өтеміз 3 апта. Тапсырмалар беріледі және сенбі күндері сіз топтық разбор жасайсыздар коучпен. Біз осылай 3 аптада бүкіл жаңағы біз айтқан тақырыптарды қамтимыз. Содан кейін соны өміріңізге енгізсеңіз, өміріңіз өзгереді иншалла. Бірақ осы жерде тағы бір мәселе. Жауапкершілікті мен өзіме алғанда менің өмірім өзгереді, достар. Әркім өзіне алғаныңыз. Андай емес, кітап сатып алдым, менің өмірім өзгерсін деген жоқ. Кітапты оқу керек. Кітап оқуда жеткіліксіз өміріңізге енгізгенде өзгереді. Окей? Сондықтан бұны жауапкершілік менде екенін түсініңіз, Ертең толық төлем жасасақ сізбен кездесу мүмкіндігі бола ма, или тек эфирде сатып алғандар үшін бе дейді. Негізі эфирде сатып алғандар үшін дегенбіз. Так, дереализация және деперсонализация туралы бірден айта аласыз ба? Айта алмаймын. Қалай жеңуге болады? Ол не ол? Так, доступ мәңгілік пе дейді. Доступ мәңгілік болғанда видео сабақтарымыз сақтаулы болады, біз ол чаттан сізді шығармаймыз. Так, Азамат мырза, анау үлкен әріппен жазатын кісілер бар ғой, типа өте маңызды деген сияқты, бірақ өтіп кетіп жатыр. Так, адамдардың қасында бір көлеңке болады дейді, жетістікке жетіп, мысалы, финансовый грамотность туралы не істесем болады дейді, финансовый проблема. Окей, финансы туралы, мынандай. Финансы 3-ке бөлінеді. Кіріс, менің табыстарым, шығындарым және ақшаның жұмыс істеуі. Инвестиция дейміз. Бірақ инвестиция, достар, біз білетін тек акция деп қоямыз ғой. Тек акция емес, инвестиция недвижимость, инвестиция бизнесқа, инвестиция акцияға. 3 инвестиция бар. Осы 3-еуін қадағалауым керек. Осы 3-еуін қадағалап реттеген кезде менің финансым реттеледі. Оны да өзімен өз жүре берсін, бір берекесі болады дей алмаймыз. Мен есептей алуым керек. Мынандай нәрсені айтады. Кіріс каналдар көп болу керек деп айтады. Бір ғана кіріс каналмен шектелмейік, кіріс каналдарын көбейтейік дейміз. Дейді қаржыға қатысты мықты кісілер. Сондықтан кіріс каналдарын көбейтіңіз. Бір ғана айлыққа қарап қалмайық. Қосымша, мысалы, мен айтамын да, айлықпен бір компания жұмыс істейтін кісі айтады, уақытым жоқ дейді. Мен айтамын, қаншаға дейін жұмыс істейсіз? 6-ға дейін жұмыс істеймін дейді. Окей. Қанша күн? Аптасына 5 күн. Окей. Қалай ойлайсыз деймін да, күнде кешке қарай 1,5-2 сағатыңызды бір нәрсеге арнасаңыз, бір ақша табу жолына арнасаңыз. Аптасына 5 күн 2 сағаттан арнасаңыз, 10 сағат арнасаңыз табыс табуыңыз мүмкін ба? Сосын сенбі күнін толықтай соған арнасаңыз табыс табуыңыз мүмкін ба? Әрине мүмкін, достар. Әрине мүмкін. Давайте онда тағы бір қосымша каналды қосайық дегенім ғой. Өмірде кездесіп қалсақ, қанша уақыт бөле аласыз маған дейді. Өмірде кездесіп қалсақ, енді сол жердегі жағдайға байланысты ғой. Егер бір жерде шай ішіп отырсам, біраз уақыт бөле аламын. Бірақ бір жаққа асығып кетіп бара жатсам, 5-10 минут бөлем. Уайымдамаңыз. Өмірде кездесіп қалсақ, кстати, келіңіз. Амандасыңыз, ұялмаңыз. Кеше ғана бір ханымдар өтіп кетті да қасымнан, сосын қайтып келді. Біз ұялдық, бірақ сонда да келдік деп. Мен айтам, ұялудың керегі жоқ. Енді ұялудың керегі жоқ деп айту оңай, мойынды. Мысалы, мен
қатты құрметтейтін кумирларым бар, мысалы Сәкен Майғазиев сияқты үлкен кісілер бар. Мысалы мен ол кісілерді көргенде барып шынымен суретке түскім келді, бірақ мен де ұяламын. Ұялам. Ол жоқ нәрсе емес, бірақ маған келгенде спокойно келе беріңіздер, достар. Көшеде көріп жатсаңыз, спокойно келе беріңіздер. Мендегі проблема алған білімді іске асыра алмаймын, не үшін деп ойлайсыз? Күшті сұрақ. Проблема бастаған ісімді, алған білімді іске асыра алмаймын, не үшін? Бір не үшін екенін түсінбегеніңіз үшін. Мен мына білім не үшін алдым? Ол маған не үшін керек деп, бағана біздің формулада айттық қой, бұл жүрекпен маған ұнау керек. Сосын мен оны елестете алуым керек. Вау, мен мынандай болып жатырмын. Сосын мен не нәрсені қиюға дайын екенін түсінуім керек. Осындай нәрселерден сіз іске асады ол. Сосын бір үлкен фактор бар, біреу сізге тапсырма беріп, біреу қадағаласа, бұл іске асады. Сондықтан сіз праймға келіңіз, келмеген болсаңыз, праймда біз бірге бұл нәрсені шеше аламыз, Құдай қаласа. Арықтау үшін ең маңызды нәрсе не дейді? Күшті сұрақ. Арықтау үшін ең маңызды нәрсе тамақ деп ойлаймыз ғой? Жоқ, тамақ 4-ші орында. Тамақ емес. Арықтау үшін бірінші психология. Не үшін маған арықтамау выгодно болып тұрған түсіну керек. Екінші ұйқы, үшінші су, төртінші желание, бесінші тамақ. Сондықтан осы нәрселерді байытап өтіп көріңіз. Окей. 90 күнде мақсат жазу туралы не айтасыз дейді. 90 күнде, былай формуласын бөлісіп кетейін. Біз праймда ол туралы егжей-тегжейлі өтеміз. Сондықтан праймға келіңіз, бірақ праймға келмейтін кісілер үшін мынандай 90 күннен кейінгі өзіңіздің образыңызды әдемілеп сипаттап жазып беріңіз. 90 күннен кейінгі өзіңіздің образыңызды. Қай жердесіз, жан жағыңызда кімдер бар, табысыңыз қандай, қай жерде өмір сүріп жатсыз, қандай жетістіктерге жеттіңіз, әдемілеп. Енді реалистичный болсын кішкене. Қазір табысыңыз 500 мың болса, 90 күннен 500 миллион тауып алдым дегеннен кішкене қиын болуы мүмкін. 2 есе көбейтсек болады, Сондықтан соның табысыңыз бәрін жазыңыз, бұны қайта жаза беріңіз. Аптасына бір рет кәдімгі көшіріп жазсаңыз болады. 90 күннен кейін не үшін бұл ғылыми түрде, не үшін бұл маңызды? Өйткені біздің миымыз 90 күнге жоспарды фокуспен ұстап тұра алады екен. Жоғалтып алмай ше. Мысалы мен сізге айтсам, бір жылдан кейін мынандай нәрсе тексереміз, деп ұмытып кетуі мүмкін бір жылдан кейін. Бірақ 90 күн сіз ұмытпайсыз. Окей? Сондықтан енді кіріп едім, бағасы қанша дейді. Енді кіріп жатқан кісілер бар ма екен? Бағасы 26 мың теңге, достар. Бағасы 26 мың теңге. Біз 3 апта бойы бомба нәрсе болады. Сразу ойланбастан кіріп кетіңіз, өйткені біз бағаны нереальный бонустар бердік. Сразу төлеңіз, кіріңіз. Кнопканы бассаңыз болады. Окей, достар, уақытымыз да таяп келе жатыр екен. Так. Бастау қиын дейді. Сразу праймға кіріңіз, бастайсыз. Тренировка фармакологияға қалай қарайсыз дейді. Мен қарсымын, бірақ енді әрине бұл индивидуальный, достар. Химия ғой, енді качаться еткен кезде, спортпен айналысқан кезде химия керек па керек емес па? Мен бұған жалпы қарсымын, бірақ әркімге индивидуальный. Мысалы, бір кісілерде денесіндегі белок аз шығар, жейтін тамақтарында белок аз шығар, білмеймін ғой. Сондықтан дәрігер сізге айтса, қолданыңыз. Тренеріңіз, сіздің жеке тренеріңіз, және дәрігеріңіз айтса, қолданыңыз. Бірақ білмеймін, рекламадан көрдім, андан көрдім, қолданбағаныңыз жөн. Так, салмақ қосу үшін не істеуге болады дейді. Шынымды айтамын, салмақ қосу үшін не істеуге болатынын білмеймін ше. Мен өмір керісінше салмақ тастауды зерттеп, салмақ тастаумен арпалысып жүрмін ғой мен. Салмақты қосу деген проблема жоқ менде. Мен бургерді 5 кесе 3 килограмм қосып ала саламын мен. Сондай адамдар болады. Бірақ кейбір достарым бар, өліп тамақ жейді, бірақ вообще салмақ қоспайды. Окей, достар, соңғы хабарландыру, егер праймға тіркелгіңіз келсе, кнопканы басыңыз, тіркеліңіз. Егер тіркеле алмасаңыз, білмеймін, предоплата жасаңыз, предоплата жасай алмаймын десеңіз, чатқа даму деп жазыңыз. Құдай қаласа, біздің менеджерлер орын қалып жатса, сізбен хабарласады. Шынымен көп рахмет. Алла разы болсын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын, сіздермен бірге уақыт өткізгеніме қуаныштымын. Алған білімдеріңіз шынымен берекелі болсын, шынымен өміріңізге пайдалы болсын деген үміттемін. Праймға келген кісілер, праймда жолыққанша, ары қарай бұны терең түбіне дейін жетеміз, Құдай қаласа. Праймға келе алмай қалған кісілер, дальше мынау ақпаратты өміріңізге енгізсеңіз, шынымен көп нәрсе өзгереді, Құдай қаласа. Сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Уақыттарыңыз бөлгеніңізге рахмет, алғысым шексіз. Құдай қаласа, болашақта көріскенше аман сау болыңыздар.